көрінген жаңағы жеңіл жүзді қыздарға бару, оның бойындағы жоқ қағидасын или бар қағидасын өзі қабылдамаған кезде оның біз шамына тиеміз да. Мәселесінде өздерін нағыз еркек сияқты сезінбейді. Ажырасудың көпшілік себебі ер азаматтардың жауапкершілікті алмауына біріншіден байланысты. Өзі әлсіреп тұрған, өзі қозғаламай тұрған сперматозоид қайыққа барады ғой. Зымыранның оталмай қалу себебі неде? Порнофильмді жай көрмейді ғой, 5-ке бір ойнайды ғой. Ауру, еркегім дейді, күйеуім бар, балам бар. Бара еркем өз-өзімен анализмен айналысады дейді. Өз-өзімен қанағаттандырып, маған қарамайды дейді. Ол сен еркексің, органыңды басқа органға ауыстыру деген енді Құдай сақтасын өте қиын нәрсе де. Бұл бала көтемен алысатқан кезде, болмаса жаңағы бұл бала көйлек киіп жүрген кезде бала үйде. Соған көңіл бөлдің бе? Армысыз көрермен, бүгін бізде ерекше сұхбат, өзге сұхбаттарға ұқсамайтын сұхбат. Елімізге танымал дәрігер, уролог, андролог мырза Олжас Иманғалиұлымен. Қош келдіңіз. Сен алғашқы. Олжас Иманғалиұлы ағамызбен бірге осы ерлердің денсаулығы жайлы, урологиялық мәселелер жайлы сөз қозғаймыз. Сондықтан егерде сіз үшін бұл тақырып ыңғайсыз болатын болса, онда видео сізге арналмаған. Сондықтан да егерде ер азаматтар кәсіби маманнан жеткілікті деңгейде кәсіби ақпарат білгілеріңіз келсе, осы сұхбатты толық көруге кеңес беремін. Себебі ол ер азамат болғаннан кейін барлығымыздың басымызда болуы мүмкін дүниелер, және ең болмаса профилактика үшін де бұл ақпаратты тыңдауға тиіссіз деп ойлаймын. Сіздер бастаған кезде менің көзқарасымда сіз осылай контент жасап, жаңағы белдің айналасындағы мәселелерді, осы ер азаматтардың денсаулығы жайлы алғашқылардың бірі болып бастап айттыңыз да. Ол кезде хейттің бәрін өздеріңіз алған сияқтысыздар. Өйткені пікірлерді қарайтын болсаң, не ол адам мүшесін айтып деген сияқты мәселелер, түрлі қарғыстар да оқығандар шығарсыздар. Жақсы. Негізі еліміз, енді оған қазір ораламыз ол жерге. Қазіргі мен қозғағым келіп отқан мәселе ол еліміздегі жағдай, ажырасулар, жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз ғой. Алғашқы орындарымыз. Өкінішке орай зар жылап айтатындай жағдай бұл. Бұл мәселені реттейтіндей жағдай. Енді сізбен біз отырып ақылшысынатын жайымыз жоқ, бірақ сіз маман ретінде айтуға хақыңыз бар деп ойлаймын. Оған себеп қаражат жетіспеу деп жатады, біреулер алкоголизм дейді, біреулер нашақорлық дейді, біреулер лудомания ауруы дейді, біреулер тағысы дейді. Біреулер белсіздік деп айтады. Мысалы, дәрігерлер деген сияқты. Төсектегі хақысы берілмеген деген сияқты мәселелер қозғап жатады. Осы жайында не айтасыз өзіңіз? Бұл жерде қаншалықты ажырасуға себеп болып жатыр ер азаматтардың денсаулығының әлсіздігі? Медициналық тұрғыдан қарайтын болсақ, өкінішке орай қазір мынау ер азаматтардың арасында ажырасу көбейіп жатыр. Не себепті? Ең алдымен осы ер азаматтың мынау өсу барысында өзінің әлсіз болуы. Одан кейін жаңағы мынау қалай айтсам, садиктен бастап баланы әйел кісілер тәрбиелейді ғой. Мектепте де мұғалімдер сол тәрбиеден алған, әйел кісілерден алған тәрбиені жақсы бағытта алып кеткен жігіттер де бар. Өкінішке орай соған жаңағы өзін әлсіз сезініп қалатын ер азаматтар да бар да. Өйткені қазіргі уақытта мүмкіндік көп та. Ол қаржылай да, басқалай да болсын, шешуге болады. Өйткені оның бәрі балалық кездегі травманың да әсері болуы мүмкін. Әке мен баланың арасында қарым-қатынастың дұрыс болмауы да мүмкін. Екеуінің арасында сұхбат құрмау. Өйткені әке оған көңіл бөлмеу. Мен де өзімнің жұмыстан босаған себебімде балама көңіл бөлу екенін түсінген кезде мен түнгі жұмыстан қойғам. Өйткені баламның қасында болу, оның өсіп жатқан кезінде оған дұрыс бағыт беру. Егер әке дұрыс тәрбие беріп, жол бағытты өз көрсетпесе, ана бала ертеңгі күні қалай өседі? Қоғамға келген кезде өзін ыңғайсыз сезіну, ол жаңағы жыныстық сауаттылығын әкесі дұрыс бағытта беретін болса, ол дұрыс түсініп кетеді. Ал егер ол көшеден үйренген, басқадан үйренген жолды білетін болса, ол нормально деп ойлайды. Көрінген жаңағы жеңіл жүзді қыздарға бару, ауыр жұқтыру, жаңағы Google-мен дос болу, жаңағы мына қазір қоғамда дамып жатқан гейлерден қаптау, гомосексуалистен қаптау қайықтан болып жатыр. Ол сонау кезіндегі тәрбиелік кезден баламен дұрыс қатынастың, әкесімен сұхбатын дұрыс болмауы. Яғни Олжеке, сіздің сөзіңізді сүйеніп айтатын болсақ, біздің мемлекетте әкелер институты құрыды дейсіз ғой? Құрыды. Өйткені ол әкесі өзі қаңғырып жүрсе, анаған барып, мынаған барып, ол ертең өзінің баласына қандай жол көрсетеді? Одан өскен бала мысалы, ол да қыдыруы мүмкін, ертең ол да ұрпақсыз қалуы мүмкін. Бұл мемлекеттік деңгейде дабыл қағатын нәрсе негізі.
ерлердің бедеулігі, бесіздік мәселесі өте жоғары деңгейде қаралу керек негізі. Өкінішке ораған біз былай айтқан кезде ұят деп мән бермей жатамыз. Осы ұяттың әсерінен көп балалардың жаңағы қараламай жүргендегі себебі неде? Әкемен ашық сұхбат жоқ та. Ұялады. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Бөтен адам сияқты қарайды. Әкесі жұмыстан шаршап келеді, диванға жатып, оның уақыт жоқ қой. Иә, өз жұмыстан шаршап келеді. Ол не істейді бала? Қыдырады, жаңағы құмар ойынға берігеді, тәрбиені сырттан алады. Көшенің бала тәрбиелегендіктен оны дұрыс қабылдайтын бала дұрыс алып кетеді. Ал дұрыс қабылдамайтын бала ол ары қарай неге апарады? Бұзылуға апарады. Мысалы келеді практикада біздің пациенттеріміз, әйелдер зар егіп жүр, әлі күнге жас 40-қа келген күйеулердің көтін аңдуда. Күйеулері жеңіл жүзді қыздардың бәріне барып қыңғырып, бала жоқ ортада. Ажасайын десе, әйелі қимайды. Күйеуім ғой деп. Күйеуі білген істеп жатыр. Өмірін жартысынан алады. Өмірін жартысынан уже андай немен қыдырумен жүр. Әрине, ажасудың бір несі, осыдан кейін арасына айналып келгенде қар жоқ дейді. Сылтау, іздейді да сылтау. Қазір айналайын. Мәселе ақшада емес па сонда? Мәселе ақшада емес па. Мүмкіндік беріп жатыр. Үкімет даже порталмен де кейбір операцияларды да медосмотрды тегін беріп жатыр. Бірақ тегінді қадірлемейміз ғой. Тегіннің тегі жоқ, текті бұзады деген сол да. Бірақ ақысын төлеген кезде жылап жібереміз да. Ойбай, бірақ денсаулық уақытында күтпейміз. Бірақ төлеген кезде жылаймыз да, құнсыз. Адамның мына құнын төлеу, Аллаға шүкір, қазіргі уақытта қаржы беріп қойды бізге құн төлеуге. Денсаулығының құнын төле, көлігіңнің құнын төле, басқаның құнын төлейсің да. Қаражат берді да. Ал сен құлағыңның бір кесіп беріп құн төлей алмайсың ғой. Орган ол сенің, орган. Аллаға берген денсаулықтың қадірін түсінбесе, әрине бұл өмір бақи құн төлеу өте мүмкін. Баласының денсаулығы рейтін болса, өзінің денсаулығы отбасы айраны болса, құн төлейді ол. Өкінетін ертең, ол өкін кезде ол кеш ол. Ертең күні өкінетін болса, ол өзінің уақыт өтеді. Өткен сосын Абида, ананы қарап отырсақ, бұл жерде тағы айта кететін жағдай, көп адамдардың неге ызасы келеді осындай тема қозғаған кезде. Оның бойындағы жоқ қағидасын или бар қағидасын өзі қабылдамаған кезде, оның шамына тиеміз да. Оның жыныс жүйесінде ауытқу болатын болса, осы тақырып қозғалған кезде оның шамына тиеміз. Ол негатив шығады ол балада. Жалған намысқа тиеміз. Ол өзінің бойындағы бар қасиетті қабылдамай тұр да. Ол өзінің жаңағы әлсіз екенін мойындасып келіп тұрған жоқ. Сол себепті бұндай нәрсе көрген кезде азаматтарда жаңағы негатив басталады. Ой, не әңгіме мынау. Эгосы тиген кезде адамдар ол эгосының көтін қаратқысы келмейді ғой басқанда. Өзінің қарағысы келмейді. Сол себепті анау жаман, мынау жаман. Иә, ешкімге жаңағы бағаламайды да. Әйел жаман или анау жаман, әке жаман, бәле жаман, проблеманы бір өзін іздемейді. Өзге іздейді. Дәрігер кінәлі, анау кінәлі болып өтеді да. Оның бәрін өзі саралап келмегендің кесірінен, әрине, біз уникальныймыз ғой адам. Сен бөлек, мен бөлек, Алла әрқайсымыз отпечаткамыз бірін ұқсамайды ғой. Сол себепті өз денсаулығына адам өз жауапты ғой. Өмірін ары қалай өмір сүріп кетеді, өмірінде болашағында қандай ұрпақ тәрбиеледі, ұрпақ қалдырады, өзіне байланысты. Өз денсаулығын күтуі де әркімнің өзіне байланысты. Әр адам өзінің басындағы жағдаятқа тікелей өз жауапты ғой. Әрине. Өйткені қарасақ бұл жерде мынау дәрігерге 10% ғана байланысты. 60% мысалы, оның өмір салты. Не тамақ жеп жатыр ол? Қаншада жатып жатыр, режим қалай болып жатыр оның? Қимыл қозғалысы бар ма өмірінде? Зиянды әдеттері бар ма, жоқ па? Өзіне қалай? Өзін сыйлай ма? Ол сыйламаса ол қандай ем алса да нәтиже болмауы мүмкін ғой. Дәрігер 10-15 қана пайызын дәрігер жол сілтеп береді. Мына бағыт. Қалған адамның 80-90% адамның өзіне байланысты. Ол өмір салтының, өзінің салауатты, өзін сыйлайтын әрбір азамат керек болса медосмотрға барады. Керек болса спортпен шұғылданады. Керек денсаулығына келіп тұрса, әйелмен қарым-қатынасын түзейді, баласымен қарым-қатынасын түзейді. Осы арқылы біз ұлағатты ұрпақты, салиқалы ұрпақ тәрбиелейміз ғой. Жақсы Олжеке. Енді қараңызшы, негізі Олжас мырза, барлық жігіттер 100% деп айтуға болады тіпті. Жаңағыдай
бозбала шағынан өткен жас жігіттердің барлығы, 17-18-ден асқан жігіттердің барлығы ненің қалай екенін, не істеу керек, не істеуге болмайды, нені жасауға болады, нені жасауға болмайды, кімнен ақыл сұрау керек, кімнен сұрамау керек, негізі біледі. Осы тақырыпқа байланысты ше. Бірақ жаңағындай білсе де білмеген сыңай таныта ма, әлде сондай барлығын біліп тұрса да жігіттердің арасында бәрібір де бедеулік бар, бәрібір де аталық бездің қабынуы бар. Екінің бірі қазір жаңа ұрығы төмен, екінің бірі бедеу, екінің бірі майтабан, екінің бірінде варикоз, екінің бірінде тағысын тағы мәселелер бар да. Бұның себебі неде деп ойлайсыз өзіңіз? Немесе өздерінің көп еркектер енді дәрігерлерді айтады, өздерінің еркек төсек мәселесінде өздерін нағыз еркек сияқты сезінбейді, және оны мойындаудан қорқады дейді. Бұл қалай, бұны қалай түзеуге болады деп ойлайсыз? Қараңыздар, ең алдымен біз көп нәрсені мойындай алмаймыз. Ер азаматтар жалған намыс бар да. Адамның өзінің шынайы ауру болса, болмаса жаңағы өзінің істеген әрекетінің дұрыс болмаса, біз көбінесе өкінішке орай оны көрсетпейміз. Иә, сенің денеңде ақау болып жатыр ма? Иә, менде осындай жағдай болып жатыр. Мен осыны тиісті маманға көрінуім керек деген мойында болу керек. Осы кезде бір запрос болса, арнайы, ол адам ауруынан айығып, балалы бұл сүйе алатындай деңгейде бар, жағдайлар бар. Қазір медицина дамып жатқан кезде әр жағдаймен бала отбасын құрып, жаңағы семьясын сақтап қалатындай мүмкіндігі бар. Ер адамның өзіне байланысты. Қалай? Өйткені ер адамдардың көпшілігі жауапкершіліктен қашады. Ана әйелін көтеріп қойса, бала көп талып қойса, ертең асырамай қалам ғой деген қорқыныш, убеждение өзін. Ол бала болудан қашады. Ер азаматқа тән қылық па осы жауапкершіліктен қашу жалпы? Маман ретінде емес, адам ретінде сұраймын. Адам ретінде сұрайтын болсам, тән қасиет емес қой. Ер адамды бізге не үшін келдік? Біздің жаңағы жауапкершілігіміз болмаса, қызық, нәзік қыздарымызға, нәзік келіншектерімізге бәрі жауапкершілік артық қойсақ, біз еркектігіміз қайда? Еркек деген бойында жауапкершілік, баласына жауапты. Ертең ана өмірге барған кезде әйелінен сұрамайды ғой, сен бала шағаң кім қалай болды деп. Екеуінен сұрайды ғой. Сол сияқты жауапкершілікті артық білу керек қой. Ол балаға өмірге алып келдің ба, оған сен жауаптысың ғой мысалы. Оның тәрбиелеуіне, өміріне, материалдық құндылығына, дүние құндылығына сен жауап бересің, тәрбиесіне. Сен жауапты, әкеға жауапты ғой. Өкінішке орай осы үйленбей жүрген отбасылардың арасында, жігіттердің арасында жауапкершілікті алғысың келді. Мен үйленіп алайын, үй алайын, пока жаңағы көлік алайын деп жүрген кезде жас 40-қа келіп жатады, 50-ге жатады. Білмей қалады, уақыт өтіп кетеді. Өмір өтіп кеткен. Ертең қарасаң, оның денсаулығы жоқ, не белсіз, болмаса бедеу. Содан кейін болады, сау болмағаннан кейін ажырасу да болады да осыдан. Белі қуаты төмен болса, ертең күні әйелінің жаңағы өмірге ұрпақ келемейтін белгілі болмаса, ол семьяның ғұмыры ұзақ болмауы мүмкін. Оны түсінетін әйел бар, түсінбейтін әйел де болмайды. Сол себепті қоғамда осы ажырасудың көпшілік себебі ер азаматтардың жауапкершілікті алмауына біріншіден байланысты. Одан кейін бел қуаттарының төмендеуіне байланысты. Өзіне қарамауына байланысты. Өз денсаулығын күтпеуіне байланысты. Ол өзінің жаңағы қандай да бір денсаулығында кінәраты бар болса, уақытта тиісті жағдайда мамандарға көрінуіне, қолданбауына байланысты. Айтыңызға, әрекет еткен адамға Алла тағала береді. Не болса да, кәсіп болсын, денсаулық болсын, басқа жағдай болсын, әрекет ете болды. Өмірде Алла айтады, тек қана өлім мен қартаюды ғана тоқтата алмайды екен. Оған не жоқ. Ал аурудың бәр аурулардың көбіне шифа беріп отыр. Қалған мәселе шешіледі. Шешіліп отыр да. Енді ол жеке барлық урологтар осы барлық деп айтуға аузым барады. Өйткені айтып тізесін шығарып жүреді осы. Простатит дейміз, аталық бездің ісіну дейміз, қазақшалап. Себептері қандай оның? Сонда да сұрайын мен сізден. Қараңыз, простата безі бүкіл еркекте бар орган. Қалыпты жағдайда. Сосын келесі сұрақ ол жеке сөзіңіз аузыңызда. Қанша жастан бастап осы мәселемен сізге келеді? Сіз дәрігерсіз ғой енді. Қараңыз, қол асты безі ол бүкіл еркекте бар орган. Қалыпты деңгейде болады. Осы органның қандай да бір факторлық әсеріне байланысты, қабынатын болса, оны простатит ауруы, яғни қол асты безінің қабыну ауруы дейді. Өкінішке орай, қазір қол асты безінің қабыну ауруы жасарып кетті. Бұрын 30-40-тан асқан еркектер келіп еді. Әзірге өкінішке орай 20-дан асқан жігіттер осы аурумен зардап шегіп жатыр. Оған әкелетін мәселелер қандай? Бірінші, бұл
жыныстық жолмен берілетін аурулардың азаға ерте түсуі. Яғни бұл ер азаматтардың жыныстық қатынасқа ерте жастан түсуі себепкер болады. Ол жыныстық қатынасқа түскен кезде ол жердің жаңағы қорғанатыны бар, қорғанбайтыны бар. Оны білмейміз ғой. Некеге дейінгі шараларды кәмелет жасқа толмай тұрып, мысалы, қорғанусыз жыныстық қатынасқа түскен, жеңіл жүрісті қыздарға көп жақындасқан, өзінің дұрыс жеке бас гигиенасын дұрыс сақтамайтын, сосын бар жаңағы мынау қандай да бір урологиялық аурулардың бар бола, оны біле жүре, уақытта тиісті дәрігерге көрінбейтін азаматтардың арасында осы қуық асты безінің қабыну асқынып кетіп жатыр. Мәселен алатын болсақ, жеңіл жүрісті қыздарға көп барып жүрген жігіттердің арасында осы мына хламидиоз, гонорея, трихомониаз, уриплазмоз, айтып өтсек енді микоплазмоз, цитомегаловир сияқты вирустардың, инфекциялардың көптеп ағзаға түсуі, ол біреу түссе моноинфекция, біреу екеу үшеуден арасында полиинфекциялардың көптеп түсуі, ол әрине стерильный, яғни таза тұрған қуық асты бездің ішіне инетін болса, ол жердің тұнықтығын бұзады. Ол тұнықтық бұзылатын болса, ол жерде қабыну болады. Бұл орган өте маңызды. Өйткені бұл орган арқылы бірінші зәр жүреді, ол зәрге жауапты. Қуықтың астына орналасқан. Екінші каналынан, яғни шәует жүреді, ұрық жүреді. Өйткені егер осы жердегі ақау болатын болса, бірінші бұл, яғни қуық жолдарын зақымдайтын болса, бұл зәр шығар жолдарында патология болады. Екінші, ұрықтың сапасы, көлемі, морфологиясы сияқты көрсеткіштері осы қуық асты безінің қабынуына байланысты бұзылады. Үшінші айта кететін мәселе бұл еркектің яғни белсіздігін алып келеді. Яғни эректиль дисфункциясы, мынау мүшенің әлсіздігі де осы органдардың зақымдауына байланысты қанның айналымы жамбас қуысында төмендейтін болса, ол ертең 40-қа барғаннан кейін, 30-дан асқаннан кейін жаңа баланың денсаулығы сыр беріп кетеді. Түсінікті. Олжас мырза, жаңағы шәуіт әйел адамның жаңағы баратын жеріне барғаннан кейін ол жақта енді ғылыми деректерге сүйенетін болсақ, дәрігерлердің айтуы бойынша енді ең мықты жаңағыдай шәуіт жаңа неге барады, межелі нүктеге барады. Сәйкесінше кей балалар ауру болып туылып жатады, мүгедек болып туылып жатады, я болмаса бір басқа да бір атын атағың келмейтін қорқынышты дүниелермен туылып жатады да. Сонда ол ер азаматтың ұрығының ең мықтысы сондай болып тұра ма, әлде қалай? Оны дәрігердің көзқарасымен түсіндіріп қараңыз. Мына еркектің шәуетінің құрылысы бар да. Өйткені оның сперматозоид болып қалыптасу үшін еркектің жұмыртқасынан бірнеше этаптан өтеді. Ол пісіп жетіліп болғанға дейін сперматогония, сол сияқты процестер өтіп болғаннан кейін ол ұрық болып қалыптасады. Осы қалыптасқан ұрық жүретін каналдың бойында егер қандай да бір қабыну, инфекциялық ауру, простата ауру, визикула, варикоцелия аурулар болатын болса, ол ұрықтың күші әлсірейді, яғни қозғалысы әлсірейді. Біріншіден. Екіншіден, көлемі азаяды. Мысалы, әр сау еркектің шәуетінде кемі 40 миллионнан жоғары сперматозоид болу керек. Одан төменгі сперматозоидтарды ол патология болып саналады. Яғни ақау бар деген сөз. Әрине екінші 40%-дан жоғары еркектің шәуетінің яғни сперматозоиды қозғалысы болу керек. Жылдам қозғалу. 50-60-100%-ке дейін болса 40-тан жоғары. Енді қалыпты норма. Көбінесе өкінішке орай жастардың арасында 40%-тен төмен ұрықтың көлемі азайып кетуі, ол ертеңгі күні бала жоспарлаған кезде баланың әлсіз болып туылуы, болмаса жаңағы іште дамымай қалуы ұрықтың шәуеттің құрылысының бұзылуына байланысты, әлсіреуіне байланысты. Мәселен айтатын болсақ, мына әйел адамның ағзасына түскен сперматозоид, егер де шәуеттің мықтылығы, қозғалысы, көлемі мықты болатын болса, бұл 1 аптаға дейін жүреді, әйелдің ағзасында. Ол осы кезде мысалы зачатие дейді ғой, жаңағы 2 қабат жүктілікке жоспарлау барысында 3 күн жүру мүмкін, 2 күн жүру мүмкін. Негізі сыртқы ортаға шығатын сперматозоид 1 сағаттан өліп қалады. Сыртқы ортада ол әлсіз өліп қалады. Ал жатыр қуысында небір мықты ұрықтың сапасы ол жүру мүмкін, тәулік бойы жүру мүмкін. Өйткені мына өмірге баланы келуде ол өте үлкен, мысалы мәселе де әйелдің бойындағы жаңағы аналық яғни клеткасы пісіп жетілу керек жасушасы. Аталық жасуша мен аналық жасушаның біріккен кезде, осы кезде овуляцияның уақыты арнайы елдерде етеккірдің 14-15 күндері овуляция пісіп жетіліп тұрады. Осы кезде жаңағы жоспарлау барысында
төсектік қатынаста еркектің шәуетімен әйелдің аналық жаңағы аталық безбен аталық жасушамен аналық жасушаның кездесуінен ұрпақ пайда болып жатады. Өкінішке орай осы овуляция кезінде біздің еркектердің шәуеті әлсіз болып қалады ғой. Осы кезде ол өзі әлсіреп тұрған, өзі қозғаламай тұрған сперматозоид қайыққа барады ол? Жолдан өліп қалады ғой. Жолдан өледі ғой мысалы. Ол егер де дұрыс дені сау сперматозоид турасы барады ғой. Енді ол жерде бар морфологияға байланысты. Құйрық жұлынып кеткен, бас жұлынып кеткен. Жаңағы сперматозоидтар ол жолдағы өліп қалады. Ол жаққа бара алмайды. Өйткені әйел ағзасы үшін еркектің сперматозоиды бұл антидене. Яғни бұл оның ағзасының жоқ нәрсе. Ол жоқ болғаннан кейін ол сөйтіп өлтіреді. Одан тірі қалатын ұрықтың біреусі ғана сол аналық жасушаға жетеді. Жаңа 40 миллион. Иә, 40 миллион біреусі ғана жарып өтеді ғой. Қалғандар өлді ғой, кетті. Сол сияқты еркектердің кезіндегі норматив бойынша, мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының берген норматив бойынша 80-100 миллион норм болған екен кезінде. Қазір генетикаға байланысты, мынау экологияға байланысты ол процентті төменге түсірген 40%-ке. Стандарт төмендеп жатыр. Иә, стандарт төмендеп жатыр. Ал одан көп болса біз қуанамыз наоборот. Қазір 40 миллионнан жоғары ұрық көрсек, біз өте қуанамыз. Өкінішке орай жас балалардың арасында болып жатыр. Алатын болсақ, оның бала кезден мына дұрыс жоспарламаған отбасыларында, мысалы, ертең баланың жұмыртқасы орнына түспей қалып жатады, аномалиямен туылып жатады. Бір жұмыртқасы, екі жұмыртқасы іште қалып кетеді. Неден? Ол жаңағы бала жоспарлаған кезде ол қалай жоспарлады, қандай ниет болды ана отбасында. Ол күйеуі жеңіл жүзді қыздардан ауырған, жұқтырған аурумен жүріп бала жоспарлады ма? Оның бойында жүрген ауру, әйел кісілердің де ағзасында қандай аурулар болды. Соған байланысты не ексең соны орасың дейді ғой. Жақсы, түсінікті. Жалпы уролог мамандарға баруға жігіттер арылынатынын, я болмаса ұялатынын, баруға қорқатынын байқадым. Және оны басқа да сіздің әріптестеріңіз айтып жүр, үлкен кісілер де айтып жүр деген сияқты. Бір жаман әзіл бар ғой, еврейлер ауырмай жатып еміздейді, ағылшындар ауырған кезде барады дейді, қазақтар ауырып жаңағыдай асқынған кезде барады деген сияқты сондай бір жаман әзіл бар. Енді ауырмайтын жол іздегенде дәрігерді қалай таңдауға қажет? Өйткені неге сұрап отырмын, қазіргі таңда медицина енді ашығын айтқанда бизнес қой, жақсы бизнес қой. Пейілі дұрыс емес дәрігерлер де бар, оны жоққа шығара алмайсыз. Халықты алдап жатқан дәрігерлер бар, жалған сертификатпен, жалған дипломмен жүрген дәрігерлер бар. Оның алдын алуға қалай болады? Ол былайша айтқанда науқастардың сезімімен ойнау ғой. Қараңыз, дәрігерлік мамандық алғаннан кейін бұл Алланың жолындағы, яғни біз адам үшін жауапты да. Кейбір мысалы мамандықтармен мысалы бизнес жасап жатамыз да. Біздің медицина бизнесінде адамның өмірімен ойнауға болмайды негізінен. Өйткені кей жағдайларда болады, біз Алланың разылығы үшін пациентті ешқандай несіз жаңағы шартсыз көмек беріп жіберуіміз керекпіз. Жолда болсын, самолетта болсын, мысалы да. Просто қазіргі уақытта қаптап кеткен ақылаты кидім бұл дәрігер болып кеткен өкінішке орай адамдарымыз бар. Оларға сенің жаңағы денсаулығы бір тиын, товарын сатса, жаңағы дәрісін сатып берсе болды. Ол давлениемен өліп қала ма, ертең тұрмай қала ма мүшесі, ол бедеу болып қала ма, жатағы жоқ, ол маман емес қой. Ауырып қайтып келсе болды оған. Оған, иә, өтсе болды, товар өтсе ары қарай болды. Менің атымнан да сатып жүрген адамдар бар екен. Мен өзім таңғалдым. Алланың енді көзін қарақ, біздің енді мемлекетте 9 жыл оқыған, көзіміз майнитамыз оқыған дипломымыздың енді жұмысын жасап жатқан кезде 2 ағай жаңағы тіркеліп, сатып алып, дипломмен өтірік дәрігер болып жүрген адамдарды кездестіріп жатырмыз. Олар неден қорықпайды? Мысалы, біз қорқамыз кейде. Мына жерде апасының мына жердің ертең асқынып кетуі мүмкін. Бұны жатқызу керек, операция жасау керек бұған. Деп бізде қорқыныш болады, өйткені біліп тұрсың асқынып болып кетуінше. Ал білмейтін адам қорықпайды ғой шеңден. Неден қорқады? Бәрібір. Болды, әкел. Қатырам болды. Біз дәрігер болып жүріп, соны көріп жүргеннен кейін асқынуларын қоя тұр. Бұл жерде ақша маңызды емес, денсаулық маңызды деп талай қатырған пациенттер болды. Бір пациент келеді маған, аға емдеп берші, мен простатитім бар, анау мынау. Тексеріп бастасақ, бұл жігіттің қалқанша безінде рак отыр. Жап-жас жігіт 30-ға жақын. Аға, төлеймін ақшасын дейді. Ойындамаңыз дейді. Бауырым,
маңызды ақша емес деймін, бұл жерде. Ақша ол проблема емес, келеді ақша. Уайымдамай. Сенің денсаулығың маңызды бұл жерде. Мен соны көріп тұрып, сенің онкологияңды мен емдеуге дәтім шыдамайды деймін да. Ертең сенің өміріңе біз қауіп төндіріп жүрміз. Егер де біз қазір препараттар қолданамыз, аппараттар қолданамыз, ол қан айналымын күшейтетін болса, мынаны өсіріп жібереміз мүмкін, өкінішке орай. Ертең сен инвалид болып қалып болатын болсаң, мен өзімді кінәлаймын да. Не істедім мен? Соны көріп тұрып, сен қалай жол көрсетпедің? Мен ақылатты киіп жүрмін ғой соның. Антым бар дейсіз ғой. Антым ғой, мысалы бердік қой дәрігерлікке. Иә. Басқа да пациенттеріміз келеді, мысалы тексерісті өткізіп барып, бірақ жүгінеміз. Өйткені қазіргі уақытта ой біз қатырамыз, үйтеміз, бүйтеміз дейтін азаматтарды бар да. Менің қараймын, жігіттер Алладан қорықсаңдаршы кішкене. Анализін алып, оқы оны. Өйткені олар анализ түсінбегеннен алады, не істейді? Ақшасын сорып бәрін болғасын, бұл дәрігер барсыншы дейді. Пациент ретінде ол жеке сөзіңізді бөлейін. Қайта сөзімді өле берін-ау деп. Әдеп сізде көрмеңіз. Пациент ретінде адам дәрігерге барған кезде нені білу керек? Кез келген дәрігерге барған кезде. Жаңа тексерілу керек деп жатсыз ғой. Иә, қараңыз. Дәрігердің бірінші сертификатын қарау керек. Қазақстан Республикасының біздің департаменттен берген арнайы тест тапсырып, біз 5 жыл сайын тест тапсырып отырамыз. Өйткені ол біздің біліктігімізді арттырады. Керек болса оқимыз ары қарай. Сағаттар жетпей қалса, арнайы университеттен сағат алып барып оқу аламыз. Ол практикамызда. Осы сертификаты бар ма? Ол дәрігердің дипломы, лепый диплом емес па? Кәдімгі тіркелген университетте арналған беретін дипломдардың өзінің кодировкалары бар. Кодировкамен тексереді, мысалы. Яғни маманға сенбесе, мысалы. Ол өкіметте, мысалы, қарап отырған жоқ қой, мысалы. Ол дәрігерлік мақсатта тіркелетін арнайы құжаттар бар. Иә, құжаттар бар. Оған әрине маман барғанда бәрі маман. Оның да арнайы сертификаты бар ма? Емдеуге лицензиясы бар ма? Лицензиясы құқығы бар ма ол емдеуге? Мысалы, бізге дәрігерлік клиниканы ашқанның өзіне бізге арнайы не береді? Лицензия береді. Даже оны алудың өзі тест өткізеді. Құжаттар тапсырамыз, дипломдар тапсырамыз. Осылардың бәрін тапсырып, егер нақты дұрыс болса, осы кезде ғана бізге лицензия береді. Осы лицензия алып, біз жұмыс істеуге рұқсатымыз бар. Қай сала бойынша, мысалы, урология болсын, гинекология болсын, дерматология болсын, операция болсын, оның бәріне алу үшін әрине тексеріс өткізу керек. Адамның дипломында қарап, бірақ бұл кезде береді ғой. Енді ол жерде де әрине қарау керек, мысалы, қандай мекеме болып жатқан, қандай специалист болады, мысалы, кейбір адамдарда жаңағы общий емде берем, қатырам, ананы қатырам деп бір күні бір асқынумен келген пациент болды, жұмыртқасы ісіп кеткен. Бірақ оның жүрек жағын емдеп жүрді. Ананы операция керек. Оны температурамен қырып жатыр бейді. Енді сол сияқты нелерді қарасам, ана емшіге бардым, анаған бүйттім, типа дәрігер сияқты екен деп, ол тынымен дәрігер ма? Өкінішке орай кейбір жерлерден асқынумен кеп ауруханада жатыр. Өлім алып жатқан адамдар бар. Жасырады ештеңе жоқ. Сол себепті маманға барғанда маманды алдымен зерттеп, тексеріп барғандарыңыз абзал. Әрине білікті маман болатын болса, оған пациент өзін-өзі алады, аяқтан басты. Өйткені әр дәрігер өз мамандығын сүйсе, шынайы ниетпен жасайтын болса, проблема жоқ деп ойлаймын. Мысалы, айтады, өнімді ананы бүйтейік деп, ананы өнімді. Өнім болса, ол жақсы өнім болса, ол өтеді. Рекламасы өтеді. Оған рекламасының қажет жоқ. Жақсы нәрсені бәрі тауып алады ғой, бәрі дейсіз ғой. Адам тауып алады, бірінен бірі тауып алады мысалы. Сол сияқты маманда да тауып алады. Керек болса маман. Анау клиникаға барады деген нәрсе, ол бекер нәрсе, ол маманға барады да көп жерде. Қазір адамдардың көзі ашық қой. Білікті мамандарды іздейді. Соларға барып, мысалы, терапевт болсын, эндокринолог болсын, дерматолог болсын, басқа уролог болсын, басқа жағдай болсын, адам өзі қазір дамыған әлеуметтік желіге бәрін жерлейді ғой. Адаммен шынайы болу керек та, жүрдіш. Пациентпен шынайы, дәрігермен шынайы болған кезде бәрнеше ол өз қалпына келеді, дамиды деп ойлаймын. Что енді әркім өзінің нәпақасын тауып отыр бұл өмірде. Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. Зымыранның оталмай қалу себебі неде? Зымыран оталмай қалу себебі әрине біріншіден жыныс мүшенің бойына қанның дұрыс бармауы, оған дұрыс тамақтанбау, холестериннің көбеюі, қанның қоюлауы,
жыныстық аурулардың болуы, қабыну аурулардың болуы, стресстік жағдайлар, депрессия жағдайлар, ұйқының бұзылуы, қимыл қозғалыстың болмауы, ағзада тестостерон гормонының азайып кетуі, әйелдің гормондардың көбейіп кетуі, семіздіктің көбеюі қазір ортада, мына жеп жатқан тағам, фастфудтардың көбеюі, бұның барлығы не әкеліп отыр? Қанның қойылуына, екіншіден жаңағы эстрогендердің көбеюі, қарын еркектердің көбісінің жаңағы несі әлсірей бастайды. Күш қуаты әлсірей бастайды. Сол себепті соны біз волшебный дейміз ғой, волшебный дәрі дейміз ғой. Іше салсаң бәрі жақсы болып кетеді. Ондай нәрсе жоқ, айналайындар. Ондай волшебство жоқ ешқай жерде. Оған еңбектеніңіздер. Өздеріңізді күтіңіздер. Денсаулықтарыңызды дұрыс ұйықтаңыз, дұрыс тамақтаныңыз, қозғалыңыз. Керек болса, жаңағы дәрігерге тексеруге барыңыз. Салауатты өмір салты 90%. 10% дәрігер болу мүмкін. Сол себепті айтатыным, ол жеңіл нәрсе жоқ қой бұл өмірде. Бәрі еңбекпен келеді. Әр нәрсенің өтеуі бар, құны бар дейсіз. Әрине. Жасөспірім бозбалалар, енді 13-те отау иесі деп атады, ол қазақ бекер айтпаған, ол кезде еркек атанады, жас балалар. Жаңағы еркектік гормондары пайда болады, дауысы жуандайды деген сияқты. Қазіргі таңда жасырын емес, оны өзіңіз де білесіз деп ойлаймын. Эротикалық порно фильмдер көреді. Анайы видеолар көреді, үлкен жігіттерде де бар шығар, оны өзіңіз білесіз. Оның соңы неге алып келеді жалпы? Бұл порнография деген жастардың миын улау емес па? Бұл үлкен бір саясат емес па? Әкелер жасөспірімдермен, жасөспірім балалармен, бозбалалармен қандай сұхбат құру керек, не айту керек? Және олардың жыныстық сауатын ашуда қандай маңыз бар? Қараңыз. Ер баланың бойына ұрық 12-13 жастан бастап біте бастайды. Оған дейін әке өзінің шынайы махаббатын, сезімін берсе балаға, бала дұрыс бағытта жүреді. Баланың бос уақыты болмай жүретін болса, бұл бала, бұл мына жыныстық сауаттан ашу дегеніміз, мысалы балаға түсіндіру бастау керек та. Бұл сенің жыныс мүшең, бұл сенің болашақ ұрпағың. Бұл маңызды. Бұны аяла, бұны күт, бұны соққыдан, басқадан сақтау керек. Өйткені ертең бұл сенің ұрпағың, потомство, менің ұрпағым жалғасы. Сен ер балаға келгеннен кейін аса көңіл бөлуіңіз керек. Ол мысалы оны білмегеннен кейін әртүрлі порно фильмдер арқылы бұл өзін тәрбиелей бастайды. Өйткені бойындағы ұрық ер баланы құтыртады ғой. Порно фильмді жай көрмейді ғой, 5-ке 1 ойнайды ғой. Әрине, бұлар неге порно фильм көреді? Бойындағы қуаттан келгеннен еркек баланың бойын қозғағаннан кейін ол да бір информация іздейді. Не үшін ондай болып жатыр? Енді әлеммен танысқысы келеді да ол. Ол сосын анандай фильм көргеннен кейін, это нормальный, осы деп қабылдайды миы. Ол қабылдағаннан кейін сондай әрекет жасайды. Өкінішке орай, ол бүкіл бозбаланың ойына өтетін процесс. Жаңағы порнофильм көрді, сол информацияны көріп қысқа уақытта ұмытып кетсе, болды, ол дұрыстап қабылдаса ары қарай миы. Өкінішке орай, соған отырып тәуелді қылған азаматтар жоқ емес бар. Ауру дейсіз ғой ол да. Ауру. Өйткені мына біздің психикамыз нені нормаль деп қабылдап қалады, сол әдетке айналдырып, ертең сол кассетасы айнала беруі мүмкін да. Өйткені менің бір практикамда бір пациент болды, әйел жылап отыр да. Қалай көмектесесіз дейді маған. Еркегім дейді, күйеуім бар, балам бар. Бірақ еркем өз-өзімен анализмен алысады дейді. Өз-өзімен қанағаттандырып, маған қарамайды дейді. Не істеймін дейді. Әлер келеді, жаңағы порнофильмге ғана зависим болып қап, жыныс қатынаста еркектің мүшесі мүлде істемейді, пока порнофильм көрмейінше. Миын үйретіп тастаған соған. Порнофильм көрсе ғана еркек жаңағы қозуы ғана оянады. Қан қимылдайды. Иә, қан қимылдап жүреді. Миға гормон келеді, тестостерон көтеріледі, еркек сол кезде ғана шақпатын көтеріп жыныс қатынасқа түседі. Ол оғалсыз мысалы түсе алмайтын еркектер бар отбасыларында. Сол сияқты жағдайлар әрине адамды шошытатын жағдайлар. Әрине ол ертеңгі күні ер баланың бойында қандай қауіпке келіп үйленбей ұрпақсыз қалып кету. Өзімен өзі қанағаттанып жүріп, өз ләззатын өзінде үйленуге батыл жетпейді. Өйткені ол фильмдегі жаңағы бейнебаяндағы өмір басқа, виртуальный. Ал шынайы өмірге келген кезде қалай болады бала? Өзін қалай істейді? Қобал жейтін шығар, мүмкін ол қорқатын шығар. Шынайы өмірге түсуге. Қызбен жақындасқа қорқатын шығар. Ертең ол баладан ата-анасы үміт күтіп отыр ғой. Ұрпақ сүйемін деп. Ол баланы жер қорғайды деп отырмыз дейсіз. Отан қорғайды, өкінішке орай көтімен алысқан еркектер көп.
бір көтінен айтқанда айып етеңіздер енді сөзді бір көтеннен мысалы ие бола алмай әртүрлі әрекет келіп жатқан еркектер бар, әйелдері жылап келіп жатады, сол несін тоқтата алмай жүр, әдетін қоя алмай жүр, естиміз, баламыз жоқ. Тағы бір еркек болды менде, мастурбация жасасам ұрығым шәуетім шығады дейді, әйелмен жақындасам ұрығым шықпайды дейді. Ал осы ол жаңағы нәрсеге ме? Порнофильмнің, мастурбацияның асқыны осыған әкеліп жатыр. Ол жасаға бала жоқ бізде, қалай ұрығымды шығарсам болады, әйелмен қосылсам шәует шықпайды, жоқ дейді. Ал енді өзімді өзім ананы қанағаттандырсам, үйіне кірсем ұрығым бөлінеді дейді. Может бұл бала ауру шығар деп ойладық. Үлкен жігіт. Үлкен жігіт, кәдімгі 25 асқан жігіт. Сосын ұрығын тапсыруға жіберсек, ұрығы тап-таза, сап-сау шығып тұр. Бірақ психологически ана балада миымен ауырады дейсіз ғой. Ол жеке мына сұрағым бір насихат болмасын ол тарапқа, бірақ десек те сұрағым көп тұр. Кейбіреулер жынысын ауыстырып, гормон егіп, мен транспын, мен анаумын, мен өзімді былай идентификациялайым деп, мен өзімді былай сезінем деп жатқан психологиялық ауруы бар адамдар бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Біз өз ұрпағымыздың миын улап жатқан жоқпыз ба? Және осы нәрсені үлкен корпорациялар насихаттап жатыр, үлкен киностудиялар, мультфильм түсіретін студиялар насихаттап жатыр, анимациялық студиялар. Барлық жерде осы нәрсені құдды бір қарқынды осылай болу керек деген сияқты, қалыпты нормаға айналдырып жатқан сияқты үрдісті байқаймын да мен. Оны сіз де байқайсыз деп ойлаймын, үлкен ер азамат ретінде. Әрине. Қалай бұл жай? Қараңыздар, бұл жағдайға алып келген себеп не? Біріншіден. Бұл баланың қыз-текелікке айналып кетуі, мынау түпкі мақсат несі? Тамыры балалық кезде жатыр. Отбасындағы жағдайға байланысты болып жатыр. Отбасында әкенің жоқ болуы, әйел тәрбиеледі, қыз бала тәрбиеледі, қыздардың арасында жүрді. Ол баланың сол кездегі подсознаниесі дейміз ғой, түп санасына жазылып қалған нәрсе, өсіп келе жатқан ұрпақтың осы жынысын ауыстыруға ол қалып кеткен жағдай ғой. Анау жақтан. Ендіге өмірге өзген кезде оны нормаль деп қабылдайды ол бала. Өкінішке орай тәрбие тал бесікте дейді. Сол жағдайға көңіл бөлуіміз керек. Әзір ұрпағымызды дұрыс бағытта еркек екенін бала кезден мына сенімділігін ұялатуымыз керек. Ол сен еркексің. Ол баланың ауытқуы может 10 жаста болған шығар, 9 жаста болған шығар. Мүмкін оны зорлаған шығар. Біз білмейміз ғой. Менің бір практикамда бұл жағдай келді, пациент, мен бисексуалмын дейді. Әйелім бала-шағам бар, бірақ мен бисексуалмын. Еркектерді іздеп тұрамын дейді. Мен шошып кеттім, қалай ол? Сөйтсем, 10 жасында ана бала зорланған. Мектеп оқушылары зорлаған, ол миында қалып кеткен. Бұл болады екен ғой. Өсе келе іздеген ғой өзі. Сөйтіп өзінің жаңағы партнеры тауған бір-бірін іздеп. Сол сияқты мынау полын ауыстырып жатқан, яғни Құдай сақтасын. Алла сақтасын, бізді әрине жаратқан Алла Тағаланың органын ауыстырып беру күнә нәрсе ғой. Қарсы ғой, енді сен жаратқан органыңды басқа органға ауыстыру деген енді Құдай сақтасын өте қиын нәрсе де. Ана адамдардың ата-анасы қалай қабылдап жатыр мысалы. Олар мысалы қалай жүректер ауырады, қандай бала өмірге әкелмей отыр. Ол неге өкінеді? Ертең күні сол өмірге алып келген ата-анасы қай жерде қате жіберіп қойдым деп өкінеді да. Өлгенше сондай дейсіз ғой. Өлгенше сондай. Өйткені ол баланың бір какой-то ошибкасы өмірде сондай әкеліп жатыр да. Бұрама. Енді ол баланың өмірге келуіне қуанды, уақыт бөлмеді, қыз-текелік жағдайға кетті ол бала. Ұстай алмай қалды да. 13-ке дейін ұстап қалсаң, ұстап қалдың баланы. Оны ары қарай ұстай алмайсың. Кетті. Көше тәрбиелейді. Орта тәрбиелеп кетеді. Ол ортасында сондай адамдар болды ма? Болды, гей болады, жынысын ауыстырады. Түк істей алмайсың. Қолынан тым де келмейді. Сөзім өтпейді. Ол ауыстырады. Өйткені оның миы соны қабылдап тұр ғой. Это нормально деп. Біз қанша қоғамда талбы көтергенмен, ол тәрбиеден дұрыс болмаса, біз қоғамда әсер ете алмаймыз да. Өйткені шамам жоқ. Жүрген Амилай дегендер жаңа тақым қаптап жүрген. Тәптәуір қазақтың жігіттері жынысын ауыстырып жатыр мысалы. Мына батыстан келген Таиландта қаншама еркектер мысалы әйел болып жатыр. Қарасақ, мен жаңа сексология сабағын оқып жатырмын. Әлемде дейді 0,3-0,2%
осы жынысын ауыстырғандар құрап жатыр дейді. Бүкіл әлемді. Бүкіл әлем населениенің 0,02%-ның өзі қаншама адам? 700-800 миллион адам бар. Және ол азайып жатқан жоқ. Азайып жатқан жоқ, көбейіп жатыр. Енді өздерінің жаңағы жыныстарын ауыстырып қабылдап жатыр. Сол жерде профессор айтып жатыр, мына сексология институты профессор айтады, оның барлығы бала кездегі балаға жаңағы қысым жасалған, буллинг жасалған, зорлық жасалған, соның әсері әзір шығып жатыр дейді. Өйткені бір генералдың баласы жынысын ауыстырған ғой. Генералдың баласы келген ғой, енді мен жынысын ауыстырам деген. Әке-шешесі шок болған. Мен генералмын ғой, қалай сен? Мен ананың бәрін тік тұрғызамын. Еркектің бәрін тік тұрғызамын. Менің балам мына деп отқан есі деп, сенен біз ұрпақ күтіп отырық қой? Деп шок болған, инфаркт алатамыз. Қолынан шара келмейді. Сосын ең мықты сексолог психопат табады, алып барады. Таныстыршы, сөйлеседі. Айтады ғой, бұл проблема сенде дейді ғой әкесіне. Қалай дейді? Қанша уақытыңды бөлдің сол кезде балаңа? Мен командировкада жүрдім, жаңағы ана жақта болдым, мына жақта болдым, балаға уақыт бөлдім, осылай жақсы өмір сүрсің. Бұның сен дейді, бұның материалдық құндылығын ғана бағаладың ғой дейді. Тойдырдың ғой, сен тәнін ғана тойдырдың ғой. Тамақ жеуін, киім кешегін. Ал бұл балаға сен қандай тәрбие, қандай үлгі бердің? Үйде болып жанын түсіндің ба баланы? Бұл бала көтемен алысатқан кезде, болмаса жаңағы бұл бала көлік киіп жүрген кезде бала үйде. Соған көңіл бөлдің ба дейді. Сырласпадың ба дейді. Не сұрамадың жағдайын. Енді не айтып тұрсың сен? Бұл бала істейді енді бұны. Келген істейді, қалаған істейді. Бұның ми соны қабылдап қалған болды. Ми шартты түрде қабылдап қалды ма, подсознание қалып кеткен нәрсе, ол өзгерту қиын дейді. Пока өзі асаз етіп келмейінше, психологпен жұмыс жасамайынша, пока сол әлемнен шықпайынша. Олардың өз әлемі бар ғой. Сол әлемде жүреді ғой. Ол нормаль деп қалыпты деп қалды. Өкінішке орай ортамызда жүріп жатыр. Қазақ балалардың да мысалы қазіргі уақытта ауытқу батысқа еліктеу біздің елімізде көбейіп жатыр. Егер біз сол тәрбиені отбасынан дұрыстамасақ, бұл қоғамда көбейе береді. Ештеңе істей алмайсың, өлтірмейсің ғой бар. Оларды қорғайтын заң бар ғой. Ұрламайсың, өзің балаң. Өлтіре алмайсың, өзің балаң. Қолын кесесің ба? Кесе алмайсың. Амал жоқ, қалдайды десейді. Өзін өзі қанағаттандыру дұрыс емес екенін айттыңыз. Мастурбациямен айналысатын жасөспірім балдарға, оқушыларға, жалпы көріп отқан көрермендерге, жігіттерге не айтасыз? Не істеу керек ол кісілерге? Қараңыздар, енді мастурбация деген әрбір баладан өтетін процесс. Осыған тәуелді болып, осының дұрыс жолда мысалы асқындырып алатын болса, әрине ертең күні еркектің бойындағы әлсіздік, еркектің бойындағы шәуеттің бұзылуы, еркектің жаңағы әлсіздігі, мынау анонизмнің асынып кетуі, еркектердің бойындағы өзінің жаңағы қоғамда айтқан кезде орын табылмай жүретін болуы мүмкін да. Өйткені әйелмен жақындасу өте бұл өзін қанағаттандырып алдым, бұл нормально. Мен үйленбесем де болады екен ғой деген сеніммен жүреді да. Не керек дейсіз ғой? Иә, не керек маған әйел? Өз-өзімді қанағаттандырдым, жетеді маған, әйел жоқ деп. Бойында бір қорқыныштың болуы осыған алып келеді да. Сол себепті құрметті бозбалалар, бұл нәрсені дұрыс түсініңіздер. Өйткені бұл мастурбацияны біз қандай уақытта береміз? Өйткені анализ тапсыру диагностикалық мақсатта мысалы жіберуіміз мүмкін да. Өйткені шәуеттің құрамын білу үшін, яғни жібереміз жасатуға. Яғни ұрығын тексеру мақсатында. Ал мысалы бұған увлечение болып, бұны жаңағы ұзақ уақыттармен жасап, тәуелділікке ұрынып кететін болса, арты жаман ауруға алып келеді мысалы. Еркектің ұрығының жылдам шығып кетуі. Нейді? Осы мастурбация тәуелділік. Обырға алып келе ала ма ол нәрсе? Алып келу мүмкін. Мүмкін алып келу. Енді оны алып келеді деп айта алмаймын, ол бәрі әрине стресске жағдайларға бәрі байланысты. Мүмкін енді бәрі аурулардың бірден бір болмайды ғой мысалы. Содан кейін сперматорея деген ауру бар. Ұрық өз-өзінен шығып кетеді. Кетіп бара жатасың, шығып кетеді. Иә, өз-өзінен ұрық бөлініп кетеді дейді. Бір чет ойлап қалды, болды, ұрық шыға береді, тоқтай алмайды. Бір жылдан бері ұрықтың ағып кетіп жүріп жатыр. Сұрасақ, сол мастурбацияны көп жасағам. Енді ұрығым тоқтамайды. Қай жаққа бармадым, өз-өзім ұстай алмаймын дейді. Ағып жүремін. Ағады, аптасына бір рет, 3 рет ағып кетеді. Ұйықтап жатқанда ағып кете береді. Не істеймін аға дейді. Осының зардаптары келіп жатыр.
бізде көріп отқан жігіттердің ішінде үйленбегендер де болуы мүмкін. Олжас мырза. Сол үйленуге даярлық қалай өту керек екенін айтып өтсеңіз, маман ретінде. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, әкемен сөйлеспеуі мүмкін ол жігіттер, әкемен сырласпауы мүмкін, ағасымен сырласпауы мүмкін, көкесімен сырласпауы мүмкін деген сияқты. Ол нәрсе білмеуі мүмкін. Және оны айтатын адам жоқ та ол кісілерге. Сондықтан маман ретінде сіздің айтқаныңыз жөн деп ойлаймын. Әрине, мынау үйленетін алдында жас жігіттер айтарым, шетелде мысалы айтатын болсақ, ерлі зайыпты болу үшін алдын ала барып тексереді екен. Қыз да, бала да. Неге? Ертеңгі күні біз ұрпақ жоспарлайтын болсақ, генетикалық аурулар шықпай ма, мынау біздің сен жағынан, мен жағынан мысалы ақау жоқ па деген қалыпты нормальный медосмотр өтіп толыққан тексеріп етеді. Ал бізде әзіргі уақытта мынау енді ғылымның, қазір интернеттің дамыған заманда жоқ емес, жас балаларда келіп жатыр, бірақ өте аз көлемде. Өкінішке орай алдын алып емес, асқындырып келіп жатқан адамдар көпті. Айтатын кеңесім, егер де үйленетін болсаңыздар, мынау жыныстық жолмен жұғатын аурулар бойыңызда егер де күмән болатын болса, енді мүмкін жеңіл жүріс қыздарға барып қойған шығарсыз, білмеймін, жағдай болған шығар, не түрде тексеру керек. Өйткені жыныстық аурулардың ішінде симптоммен жүретін жағдайлар бар. Яғни арнайы бір бөлінді, жағында бір бөліну мүмкін. Білінетін. Білінбейтін жағдайлар бар. Без симптомны. Яғни симптом білінбейді, бірақ іште жүріп ұрықты құрта беруі мүмкін да. Оны тек медициналық жолмен біз тексеріп анықтай аламыз. Оны әрине тексеруге келген кезде чекап өту керек. Чекап жаңағы ішінде УЗИ бар, жаңағы мазогы бар, спермограммасы бар, анализдері бар, гормондар бар, ауытқу бар, чекап өткіземіз. Кейбір балалардың ата-аналары да мысалы байқамай қалуы мүмкін, бір жұмыртқалары либо кішірейіп қалған, либо түспей қалған уақытында бір жұмыртқамен жүрген балалар да бар. Оны біз медосмотр кезінде байқап қаламыз кейде. Кейде варикоцель ауруымен білмей жүретін балалар да бар да. Это бұл нормаль деп қалыпты. Тексерсең ұрығым 0% болып шығып жатады. Үйлендім, ұрығым 0 екен деп келіп тұрады. Или там үйлендім 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін бала болмай жатыр деп келіп тұрады. Ұрығы 0 ер азаматтардың оны қалпына келтіруге мүмкіндігі бар ма? Қараңыз, оның медицинаны байланысты. Оның медицинаны күшейтетін жағдайлар да бар, күші жетпей жататын да жағдайлар бар. Ұрықтың 0 болатын себептері қандай? 3 түрі бар. Біріншісі, шәует жүретін жолдың бітелуі. Яғни обструкция болатын болса, азоспермия деп айтады ол диагнозда. Ол каналдың бойы бітелгендіктен шәуетті су шығады да қою қалып кетеді. Жұмыртқада ұрық бар. Бірақ жүре алмайды, бара алмайды. Ұрық қалған өйткені. Иә, өйткені жолдың бәрі жабылып қалған. Жолда ұрық бар. Екінші түрі бұл необструктивный. Яғни каналдың бәрі ашық, бірақ жұмыртқа дамымай қалған. Или болмаса жұмыртқаның ішінде сперматогенез деген процесс өндіретін. Тоқтап тұр. Уақытша тоқтап тұр. Болмаса жаңағы мүлдем өндіріп жатқан жоқ. Жұмыртқасы дамымай қалған, өспей қалған жоқ. Одан үшінші түрі екеуі бірге жүретін болса, бітеліп қалса да, ұрықта жұмыртқа өндірмей қалса да, араластырды айтады. Бірінші жаңағы бітелетін болса, бұл қабынудан болуы мүмкін, инфекциядан болуы мүмкін, бұны қалпына келтіріп жасауға болады. Егер емнен нәтиже беріп аланың қалауымен жүріп кетсе, тіпті жақсы. Егер түспей жүрмей жататын болса, мына бітелген жерге операция жасайды. Ваза-вазаностоз арқылы бітелген орынды ашып, қайта жалғап жатады. Енді оның да жақсы болып кетуі де, жақсы болып кетпеуі де баралаға аян ғой. Егер ол тіпті болмай жататын болса, жұмыртқаның ішін жарып, ұрықты алып, екі жолмен, жасанды жұмыртқандырумен бала болып жатқан достар бар. Эко деген нәрсе сонда ер адам жұмыртқасын жарамын? Жұмыртқа егер 0 шықпай қалған болса, жұмыртқаның ішінен ұрықты алып, соны әйел кісіге салады. Не деген қорқынышты нәрсе ме? Иә. Ол енді бұл медицинаның шамасы жететін жағдай. Екінші жағдай болады. Егер жұмыртқаның ішінде ұрық өндірмей жататын болса, ол әрине гормон алмастырушы терапия жүргізеді. Гормон заместитель терапия деп айтады. Тестостерон егеді, сосын жаңағы ХГЧ гормондарын егеді. Одан кейін жаңағы мынау прогестерон гормондар бар. Сол гормондарды дұрыс бағытта қолданған кезде менің жаңағы ұрықтың өндіру процесі жүріп кететін болса, ол кісіден шығады. Оған әрине арнайы анализдер тапсыру керек болады, гормондар тапсыру керек болады. Егер осылардың нормативі қалыпына келетін болса, ол жағдай ұрық шығып жатады. Кейбір жағдайларда өкінішке орай ұрық жүрмей қояды.
қанша гармония кеткен болса да ұрық жүрмейді. Өйткені оның жұмыртқасы дамымай қалған болуы мүмкін. 5 жаста қалып кеткен. Сол жұмыртқаның деңгейімен 30 жастағы еркек келіп тұрады. Ол кезде жұмыртқаның көлемі ұлғаяды, бірақ ішіндегі ұрықтың шығуы бір алағаяды. Қозғалтқыштың күші аз дейсіз ғой. Не то что күші аз. Ол ұрық болып қалыптасқан жоқ ішінде. Сперматоид болған жоқ әлі. Су шығып жатыр ғой. 1/6 көліктің қозғалтқышын жіпке салып қойған сияқты болады ғой. Иә, сол сияқты. Көбелектермен жақсы араласатын жігіттер көп. Боди дейтін нәрсе бар екен. Әуес жігіттер көп сол нәрсеге. Сырғанайды дей ма, білмеймін. Салдары ұлт болашағына балта шабу емес па бұны? Балта шабу? Қалай бұл? Бұдан қалай құтылады ер азаматтар? Бұл білмеймін, нәпсі деп айтамыз ба, не деп айтамыз? Ер азаматтар арасында нәпсісін тыя алмайды ғой. Сол кезде мына массаж, боди массаж деп атады да. Енді мынау әйел адамның неге күлдіңіз сол жерге? Көп келеді осындай жағдайға. Осы себеппен бізде бір ролик болған, содан бір аптаның ішінде 15-20 пациент келген, осы боди массажға ауыр болып келген. Енді әйелдің жыныс мүшесі мен еркектің үстіне екеуі қойып айтқанда. Ол әйел кісі, мысалы, енді қыз бала да, ол жерде жүрген жеңіл жүрісті қыз ба, білмейміз ғой. Ол кім көрімімен жаңағы жыныс қансалы түсіп жатқан шығар, ауру жүрген шығар. Ол ауруды әкеп еркектің үстіне үйкеген кезде жыныс жүйесінде, денесінде жара шықпай ма? Шығады. Ол жерде дерматофития деген, дерматотрихофития деген аурулар тері арқылы, кожа арқылы. Жыныстық ауруларын бөлек, тері аурулары да. Иә, тері аурулары. Өйткені дерматологиялық аурулар, венералық аурулар осы жағдайдан шығып жатыр. Мына қарның асты қып-қызыл болып келеді. Қып-қызыл болып жаңағы дерматофития мен грибок аурулармен келеді. Грибок дегеніміз жаңағы осы жыныстық жолмен берілетін аурудың тері арқылы жұғуы. Терінің жаңағы спорасы арқылы қан өтіп кетеді ғой. Сол кезде сол жердің беті қызарып, ағарып, сазарып деп айтсақ болады. Сонымен еркектер келіп жатады, ашытып жатыр, ауырып жатыр, үйтіп жатыр. Не етесің? Бодиға бардым, анаған бардым. Терден өтіп кетеді деп отырсыз. Демек, бұл жерде мүшеқап дейді, кондом дейді, көмектеспейді ғой. Мүшеқап киме, ол боди массажда сол жерде ғана үйкемейді ғой. Басқа жеріне үйкеуі мүмкін да. Қай жерге жанаса сол жерге мүмкін. Тері біздің шпора, біздің түгім шығып тұрған, бұл біздің жаңағы сол арқылы өтіп, қан өтіп өтсе, ол жерден бетіне шығып кетуі мүмкін, может басқа жағына шығып кетуі мүмкін да. Бетіне дейсіз бе? Білмеймін ғой, қалай. Қай жерді қорғанайтын дейсіз бе? Қалай ма, кім біледі? Жақсы. Қазір әлеуметтік желіні ашып қалсақ, не көп, дәрігер көп ол жерге. Медицина қашанда жақсы табыс көз болған, оны жаңада айтып өттік, сөзге тиек еттік. Адамдардың сезіммен ойнайтын дәрігерлер бар, оны қалай анықтау керек екенін айттыңыз. Енді қоғамда қазір дәрігерлер айта береді, былай жалпақ тілмен айтқанда оттай береді деген таптаурын сөздер бар. Көзқарас, стереотип бар. Бұл сол жаңағындай пейілі дұрыс емес дәрігерлердің кесірінен болып жатқан дүние ғой. Енді қоғам, адам жалпы қай уақыт сайын тексеріліп тұру керек, қай уақыт сайын ол өзінің денсаулығына мән беру керек. Қалай болады бұл процесс жалпы? Біздер жаңа айтып отырық, асқынып кеткен кезде келеді деп айтасыз. Әрине өзін сыйлайтын, ниеті түзу дәрігер, ол ешқашан пациент үшін оны бизнеске айналдырып, оны болмаса жаңағы салғырт қарау деген жоқ. Оның бойында жауапкершілік бар да. Өйткені ақалат киіп жүрген дәрігерлер қанша жаны беріп істеп жатқан әріптестерім бар менің да. Әлеуметтік жылға шығуға уақыты жоқ. Отадан отаға түсіп, қанша адамның өмірін құтқарып жұмыс жасап жатыр. Ол мысалы кейбір жастар бар мысалы, ақалат кидім болды мен деп жатқан кісілер мысалы. Ол ана сменде болып, аналардың қасында жүріп көрмеген жігіттер әрине ол түсінбейді да. Адам сезім ойнайды да. Идват етеді, былай болуы мүмкін, былай болуы мүмкін. Енді ондай дәрігерлер Алла сақтасын, әрине ондай әріптестерім өте аз деп ойлаймын. Өйткені шынайы дәрігерлерімнің өзімнің танитын әріптестерім ол жанын беріп, пациент үшін жаны қияды. Өйткені енді қарасақ, бұл жерде қоғамдық мәселе да. Не себепті ондай жаққа барып жатыр дәрігерлер? Әріптестеріңіз ол жерге шарик салу дейді, бірдеңе дейді, резинка салу дейді. Не ол мысалы, мынау дәрігерлердің ондай жағдайға баруы қаяқтан? Жоғарыдан ғой. Егер дәрігердің ақысын, қаламақысын дейміз, зарплатасын дейміз ба, жеткілікті деңгейде беретін болса, ол неге телміреді ол?
неге бүйтіп жүр арттан? Кезінде айттым ғой Ленин жаңағы дәрігерді халыққа асырайды деп. Врача будет кормить народ деген ғой. Неге? Ол халықтың жаңағы берген нәпақасына өмір сүреді деп кеткен ғой мысалы. Неге Америкада дәрігерлер, Дубайда дәрігерлер $1,000,000 алады мысалы. Олар неге бақыттайды? Оларға жағдай жасап тұрған. Олар ливи алу, жаңағы бүйтіп жастығына ақша табу деген. Бизнесмендер сияқты өмір сүреді. Олардың деңгейі жоғары деңгейде бағаланғаннан кейін, олар сол жұмысын сүйеді. Оған ол біреудің есін аңду емес, ол жұмысын жақсы көреді. Оған жетіп жатыр. Дәрігер дұрыс киіну керек дейді. Дұрыс бай болу керек дейді. Неге? Өйткені оның уайым қайғысы жанұя басқа тірлік емес, мынаған тірелмей пациентін емдеуге бағыттау керек. Осы кезде жаңағы ол дәрігер өзінің мамандығын сүйе, жаңағы пациент денсаулығына дұрыс көзқараспен қарайды деген. Түсінікті. Жаңа үйленуге даярлық деп айттым. Енді әке атануға дайындық, ол бөлек нәрсе ғой мүлдем. Ол қалай болу керек? Сау, жаны сау ұрпақ сүю үшін ер азаматтар қандай қадамдар жасау қажет? Қараңыздар, сәбилердің шетінеп кетуі көп қазір. Иә. Оған не себеп? Қараңыздар, бұл айтатын жағдай, енді кәмелет жасқа толған ер азамат мысалы үйленетін алдында 18 бен 40 жас аралығында кемі жылына 1 рет дәрігерден тексеруден өту керек. 40-тан асқан кісілер жылына 2 мәрте өту керек. Өйткені 18-40 жас аралығындағы олар отбасын құру мүмкін. Ертең күні баланы өмірге әкелуі мүмкін. Ол дені сау ұрпақ әкеле ала ма? Қабілеті қандай? Ол тексеру керек. 40-тан асқан кісілер енді отбасылы мысалы. Олардың ағзасында онкология ауру жүруі мүмкін да. Сол себепті ер кісілерді 40-тан асқан кісілерді ПСА анализін тапсырады. Өйткені оны скринингпен поликлиникаға өткізеді. Онкология ауру бар ма, жоқ па өткізеді. Егер өткізбеген жағдай болса, ол ақылды түрде барып өткізу керек. Тексеріп тұру керек. Өйткені рак простата жылына 1 миллиметр өседі. Өте байқалу қиын, табу қиын. Сол мақсатта 40-тан асқан кісілерге түрде скрининг өтіп тұру керек жылына 2 мәрте 6 ай сайын. Ал енді жастарға кемі 1 рет жылына айтабы. 6 ай өтіп тұрса тіпті жақсы. 6 айда бір. Сол мәселе, енді сау ұрпақ болу үшін әрине ол өзінің бойындағы анализін өткізіп, уақытында өзіне дұрыс қарайтын болса, бұл әрине дені сау ұрпақ әкелу, дені сау бала туу мүмкіндігі өте жоғары. Ал егер осындай аурулармен жүріп, асқындырып, өкінішке орай көп жағдайда үйленетін еркектердің арасында балалар түсіп қалып жатады. Ішінде дамымай қалып жатады. Өліп қалып жатады мысалы балалар. Неге? Одан кейін қарым-қатынастың дұрыс болмауы, үйленуге үй болу қиын дейді ғой. Үйленгеннен кейін де ер балалар өзінің нәзік жандыларына дұрыс көңіл бөлмесе, дұрыс қарым-қатынас болмаса, оны сыйламаса, оны дұрыс көңіл ауламаса, мысалы, ол іште біткен баланың мынау өсуіне ол да көңіл бөлмесе, әрине әсер етеді. Мысалы, балалар қайда тәрбиелеу керек? Әрине бала біткеннен бастап іште. Әйелді қорсаңа біте ма? Сол кезден бастап әйелге қарым-қатынасың, ол іште сенің баланың саған дейін қарым-қатынасын сөйлесу. Неге? Бұған да сезімдер беру. Ол бала іште жатқан бәрін түсінеді. Оказывается, тела біздің денеміз бәрін есте сақтайды екен ғой. Не болған жағдай бүкіл өмірінде туғаннан бастап бала бүкіл есінде іште жатқаннан бастап сезімде. Ұрыс керіс болады, өкінішке орай. Отбасыларында да кикілжіңдер болады мысалы. Зорлық зомбылықтар болады әйелден қарым-қатынас. Ертең ана баланың түсіп қалуына қол көтеру бар деген сияқты. Қол көтеру бар мысалы. Мына әйел ретінде ер азаматтар әйел төмендету, осындай сенімдер кезіп отыр ғой. Ол баланың ертең өмірі қалай болады туғаннан кейін? Ол стресс алмай ма? Ол әйелді ашуландырғанмен сен балаңды стресс түсіріп жатсың мысалы. Оның бәрі ертең күні баланың ерте туып қоюы, дамымай тууы, іште өліп қалуы баланың мысалы. Құнын сол баланың өмірімен өтесін дейсіз ғой. Иә, ертең ол бала инвалид болса, кімді кінәлайсың? Мысалы, ертең сен баланы өзің инвалид қолмен. Қолмен істегенді басын көтересің дейді. Егер де мысалы сақырмен ауыратын адамдар болса, мына әйел кісілердің сақыры көтерілуі мүмкін. Оларда гестационный сахарный диабет, гестационный именно екіқабат кезде пайда болады. Неден пайда болады? Стресстен пайда болады. Дұрыс тамақтанбаған, ұйқының бұзылмауынан, күйеуінен внимание күтпеу болмағаннан, күйеу қарамағаннан, мысалы отношение бұзылуынан, оның бәрі ертең балаға тікелей баланың жүрегіне, басқа ақауларына әкелуі мүмкін.
Ол қаяқтан пайда болады? Екі жастың дұрыс бір-біріне қарым-қатынас болмауын, бір-бірін сыйламауын. Әйелге ауыр зат көтереді, ертең мат түсіп кетеді. Опущение болады, басқа жағдай болады мысалы. Ер азаматта біз не үшін бердік? Біз нәзік жандыларды жаңағы не қылу үшін, өмірге ұрпақ әкелу үшін біз соларға енді аманатқа алдық қой біреудің қызын. Ұрпақ сүйеміз деп. Оған келіншегің ретінде, балалардың анасы ретінде қарау. Как будто саған бұл трәк сияқты тастап кете беретін зат емес қой. Болады мысалы біреу балаларда 10 жыл, 15 жылдан тұрып жатады да, что-то әйелім қызық болмай қалды, что-то басқа әйел аламын қойды. Сен қатырасың. 15 жыл тұрасың, бала тудырасың, елді тастап кете саласың ба сонда? Жас ғұмырын аласың оны. Аласың да сен трәк тастап кете саласың да, басқасын жаса. Осыған мәшіне ма? Осыған запчасть па? Ауыстыра салып, лақтыра салып. Адам Алланың берген. Сенің жаңа аманаты ғой. Саған тапсырды ғой Алла Тағала соны ұрпаққа. Өкінішке орай көп азаматтар осы отбасында бір-бірін түсінбегендіктен, одан кейін стресс жағдайлардың болуы, ұрыс-керістің барлығы осы ажырасуға әкеліп жатыр. Баланың ертең травма, о баланың бойында қандай травмадан қалай болып шығатынын біз түсіне бермейміз. Қайтадан жаңағы мәселеге. Соның әкенің қарасақ біз енді совет өкіметінде ата-аналардың жаңағы енді берген тәрбиесі енді ол жаман болсын деп айтқан жоқ қой мысалы. Ол өзінің айтқанымен мысалы мына жолмен жүрсін деп бағыттады ғой. Олар да өмірді бірінші рет сүріп жатыр. Бірінші өмірге бала келді мысалы, тәрбиеледі мысалы. Енді сол қазіргі уақытта балаларды ұрып тәрбиелей алмаймыз. Ұрып-соғып тәрбиелейміз. Әркімнің өз ойы бар, пікірі бар. Сол себепті біз әке-шешеміздің моделін қайталауымыз керек емес. Өйткені қазір заман өзгерсе де баланың ой-өрісі басқа қазір. Мысалы ұрып-соғып тәрбиелесең, ол балаң ертең сені жек көріп кетеді. Кезінде мысалы бізді өйт десе болды. Біз соны қаймығып, дұрыс бағытта қолданып кеттік қой. Ұрса да жақсы көріп тұрады. Жақсы көріп тұрасың ғой. Ұрса да болды. Қазір баланы ұрып көрші. Бол, сенің жаман адам жоқ. Саған қарсы шығады. Болды. Ол сені жек көреді. Өйтіп қалып кетеді яқта. Жақсы сол қандай көңіл бөліп ойлаймын. Түсінікті. Олжас мырза, күніне қанша ер азамат қабылдайсыздар? Уролог дәрігерлер арттан саусақ тығады дейді жамбасқа. Сіз күніне қанша рет саусақ саласыз? Бүгінгі шығарылымның бас демеушісі GoGo Tour компаниясы. Шетелге арзан әрі бай саяхаттағыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға қосылыңыз. Мұнда арзан әуе билеттерін алу, арзан турлар алу, круиздік лайнермен саяхаттау, тиімді бағада экскурсиялар алу жолдары және авторлық турлар, саяхаттау жайлы түрлі пайдалы ақпараттармен таныса аласыздар. GoGo Tour, бізбен саяхаттау тиімді. 15-20 адам қабылдаймыз, кемі. Енді одан көп те болуы мүмкін. Қазіргі уақытта мен кішкене азайттым. Қасыма әріптестер қойды, сонымен жұмыс жасап отырмын. Өйткені уақыт көп кетеді. Екіншіден шынымен энергия бітіп қалады. Энергия кетеді. Енді оны саусақ тығу деген нәрсе не үшін керек? Мына урологияда ректальный осмотр деген бар. Оны көрінгенге сала бермейді. Көрсеткіш бойынша қараймыз. Егер де бұл еркектің бойында онкологиялық ауруға подозрение болса, оны саусақпен қарауымыз керек. Ертең рак ауруы өтіп кететін болса, өте ертең ана баланың өміріне дефектің қауіп төнуі мүмкін да. Ұят не, саусақ не, бәрібір болып қалады дейсіз. Ол жерде ол сенің бір қарағанның өзі бір диагнозды қою мүмкін да. Ал енді массаж ретінде қолданатын лечебный дейміз ғой. Қолдану мақсаты енді қазіргі уақытта ол қалып бара жатыр. Оған арнайы аппараттар келіп жатыр. Ендік мақсат адамның психологиялық қолайлығы үшін. Қолайлығы үшін жаңағы қазір дамыған аппараттар келіп, ол аппараттың көмегі арқылы ем жүргізіп жатырмыз. Оның келгеннің бәріне саусақ тығу міндетті емес. Өйткені ісіп тұрған, қабынып тұрған пациенттерден массаж арқылы жаңағы секрет бөліп аламыз. Қуғасты бездің ішіндегі секреттің анализін алу мақсатында жағындыға алып тексеруге. Оның құрамында лейкоцит, микроб жүруі мүмкін. Сол диагностика мақсатта саусақта анализ алып тексереміз. Онкологияға подозрение болған кезде, жаңағы рак ауруларың бар ма болатын болса, өз міндетті түрде қарау керек. Одан қажатын ештеңе жоқ. Ол бір саусақтықты бұл намысына сынып қалды деген нәрсе жоқ ол жерде. Ертең өмірімен қашан түсіп кетіп мүмкін. Мен ауылда бір практика болды. Бір кісі, енді бір көбірек таныс атын айтпай қояйын. Бір қатар тұрған бір ағаларымыз бар еді. Соның әкесі екен да. Ауыр халде жатыр үйде. Енді дәретке шыға алмай қалған. Енді менің әкеме жасты кісі ғой.
шақырып жолдаспен ауылға келіпсің бір көріп берсінші деді ше. Қолымда ештеңе жоқ, не УЗИ жоқ, не аппаратым жоқ тексеретін, ештеңе жоқ. Көріп берші деді. Сосын мен печать тауып берші дедім, бір тікшегін қарап көрейінші. Дәретке бара алмай жатыр. Тікшегін қарап қолмен басып басам, бір түйін тұр да, мынандай ше. Енді жақын адамның, қараймын да, мен жақын адамыңды жамандық қимайсың ғой. Неужели мына кісіде ісік, ракқа ұқсап тұр что-то. Что-то мен, может, мен жаман ойлап тұрған шығар, просто болмай қойсын. Бірақ мынау что-то ұнап тұрған жоқ маған деймін да. Қағаз жазып беріп, мынаны тапсырыңызшы. Мынаны тапсырып, өткізіп маған көресінші деймін. Енді ауыл жерде енді қағаздың бір жақта қалған, анау дәрет бармағасын жаңағы ауруханаға түседі. Сонымен операция керек болады, ата-анам анауына болады, сөйтіп кейін гистолог келсе, рак келіп тұр ғой. Өкінішке орай, иманды болсын, бір жылдан кейін қайтыс болды. Қайтыс болды. Оған дейін мысалы білмей жүрген, простатит болып жүргенде ойлап жүрген, сөйтсе зәр жүрмей қалған кезде ғана барып, мен Алланы айдап бардым, білмеймін, көріп қалдым. Сөйтіп соған көре салайыншы дедім. Сол кезде мысалы бір пальцевый обследованиемен бір диагнозды қоюға мүмкіндік бар да. Енді мысалы қырықтан асқан кісілердің қандай да бір түйіні пайда болатын болса, біз ректальды қарап көруіміз керек. Бұл не только урологияда, мынау хирургтардың да мысалы, патологияда мысалы, парапатит аурулары болуы мүмкін, трещина болуы мүмкін, геморрой болуы мүмкін. Олар әрине онымен қарайды. Ертең күні тікшегінен үлкендер жүрмей қалса, ол да ертең әсер етуі мүмкін. Геморрой ісіп кетіп, абсцесс пайда болатын болса, ертең ол не то что операция, ол операцияға жасау мүмкін. Құйрығын кесіп тастау мүмкін даже. Ірің шығарып. Мына простатиттің асқынуы, абсцесс деген ауру бар. Мына ірің жаратын болса, тікшектен вообще ұрықта не емес, үлкен дәретте жүрмей қалады. Тамақ жей алмай қалатын жағдайлар бар. Қалай сондай майда мүшеге бәрі тәуелді болып тұр. Әрине, қарасаң тікшек пен қуғасты безі жақын тұрады. Арасы бір сантиметр шығар. Иә. Енді ол безді қарауды, әрине қазір УЗИмен қараймыз да. Ал қолдың сезімталдығы басқаша ғой. Әлбетте жоғары. Ол мақсатта енді насвайдың ішіне кіретін жер жоқ қой. Тез кішкентай. Әрине ол құйрықасты безінен кіріп қарайды да құйрықтан. Ол жерге доступ сол жерде да. Сол бездің қай жерде деңгейде екенін қолмен саусақпен адамды өлімнен алып қалуға болады дейсіз ғой. Әрине. Сол мақсатта ректальный осмотр жасау керек. Олжас мырза, баяғыда үлкен аталарымыздан, көкелерімізден, ауылдағы үлкен кісілерден көп еститінбіз. 80бай деген кісі болған, 90бай деген кісі болған, 70бай деген кісі болған деген сияқты. Сондай қуаттылыққа қалай жетуге болады? Енді қазіргі заманда өте қиын сұрақ екен бұл. Өйткені кезінде ата-бабаларымыздың ішкен жеген тағамы таза болған ғой. Кола болды ма өзде? Болған жоқ қой. Химия болған жоқ қой. Фастфуд болды ма? Болған жоқ. Таза өніммен, таза ауада, аттың үстінде, қимыл қозғалыста қазақтың табиғи қымызын, қымыранын ішіп жүрген ата-бабаларымыз белді болған. 70-80-90байларға неге ұрығы, өмір бақи еркектің ұрығы бітпейді. Егер өзін күткен еркек болса, өз денсаулығына беже қарамайтын еркек болса, ол 80 жасқа дейін, 90 жасқа дейін бала болу мүмкіндігі бар. Өкінішке орай қазіргі уақытта ағзаның ресурсын сақтау керек. Сақтау керек та. Мысалы, қазіргі уақытта мынау қаптап кеткен химияны қолдану, біздің тағамымыздың өзі қандай ГМОмен жасалып жатыр. Біз білмейміз, мысалы. Еттің ақтың келіп жатқанын білмейміз. Оны қандай дәруменмен өсіріп жатыр ма, или протеинмен өсіріп жатыр ма? Жақсы қойып егеді ғой қазір. Қалай семіртіп жатыр тез. Оған әсер еткен дәрі бізге әсер етпей ма? Ішіп жатқан тамағымыз шөппен жайылып жүрген малды әкеп соямыз ба? Жоқ, анау қорға байлап қойып, укол салып семіріп жатқан тамақ ет жейміз ба? Не жейсің сол боласың дейсіз ғой. Иә. Сол сияқты енді өнімің таза болса, табиғи өнім жеп жүрген болсаң, неге бармасқа ондай жасқа, белді болмасқа? Қаланың өмірі. Қазір тіраттан темір атқа тұрып алдық қой, әрқайсымызды. Басымызда, көтерімізде темір ат қой, бір-бір. Оны тағы қыздырып қоямыз. Оны қыздырып қоямыз ше. Шақпылаймыз сонымен, ары-бері. Оның бәрі енді еркектің бел әсер етпесе, қаны қойылатпаса, басқа неге алып келеді? Жақсы. Жыныстық ауру, инфекциялар, былайша айтқанда көрінген тесікке гол сала бергеннен болады. Және әртүрлі әйел адамдармен жақындасу салдарынан әртүрлі бактериялар шығады деп айттыңыз. Енді қараңыз, 3 қатыным бар, 4 қатыным бар деп жүрген ер азаматтардың жай-күйі қалай болады? Енді оларда жыныстық серіктесін ауыстырады ғой.
маған осындай пациенттер келеді да. Әрине бұл ер азаматтың бойында жүретін инфекция ауыр болатын болса 4 әйеліне келіп тексеру керек та. 4-ін тексеру керек. Өйткені бір-бірін тасымалдаушы еркек болуы мүмкін да, ауруды. 4-ін бірдей емдемесе ауру айықпай жазылмайды, тексерілмей қаралмай жазылмауы мүмкін. Өйткені еркектердің ішінде тасымалдаушы болып жүре береді, ауру тартады бірінен біріне. Егер қандай да бір әйелінің ішінде мысалы екеуі емделмей қалып кеткен болса, ол ауруды айландырып ана ауруға жұқтырып жүруі мүмкін да, жазылмауы мүмкін. Қабыну, цистит болады, басқа ауру болады. Оның бәрі тасымалдаушы. Сол себепті егер де инфекциялық ауру подозрение болса, ona қанша әйел соның бәрін тексеру керек. Келіп тиісті емін алу керек. Түсінікті. Екіншіге оянбай қалады, нокаут болып қала береді, шаршап қала береді, бас айналып қала береді, бас салған кезде шығып кетеді дейтін шағымды көп естиміз. Әйелдерге арналған парақшаларды оқып қарасаңыз, күйеуім 1 салат, 2 салат, 3 рет салған кезде құсып жібереді дейді. Сөйтеді теріс қарап бұрылып ұйықтап қалады дейді. Бұл әйелдерге күйеуім қанағаттандырмайды дейді. Терлемегеніме біраз болды дейді әйел адамдар. Дегенде көзім шалады. Оқып қарайтын болсақ. Ерлер қауымы келіншектеріне қиянат жасап жүрген жоқ па? Жалпы қазақ жігіттері бұл мәселені қалай шешу керек? Қараңыздар, енді ұрықтың жылдам шығып кетуі да, еркектің бойындағы шақ қуатын басқара алмауы. Еркектің. Оның бәрі неге? Түпкі мақсатта келген жаңағы мастурбация порноның әсері де болуы мүмкін. Еркек өзін әлсіз сезініп, ұрына ерік беріп қояды. Жылдам қозуға, ұрықтың шығып кетуіне себеп еркек тудырып қояды. Оның бойындағы қауқарын ұстай алмайды еркек. Ол себепті әрине әйелдерде ұрыс-керіс болады, басқа жағдай болады. Оның еркегінде жаңағы бойындағы қуатының жылдам кетіп қалуына байланысты. Мүшесінің сезімталдығына байланысты. Жыныс жүйесіндегі бұлшықеттердің бұлшықеттерінің әлсіздігіне байланысты. Сөйтіп шығып кетуі. Оған қатысты енді дәрігер мамандар кегел жаттығуын жасайды деп айтады. Аталық без көтеншік жақта тырыстыру керек дейді. Отырып тұру жаттығуларын жасау керек дейді. Футбол ойнау керек дейді. Жүзумен айналысу керек дейді. Мынандай дастарханда тұрған дәндерді жеу керек дейді. Тағысын тағы. Анау қарасақ, нақты бір ең бір ағзаға қажетті бір тізім бар ма? Бейсалты нәрсе. Қараңыз, қол жетімді адам бір қатты шығындалмайтын, үй жағдайында мысалы кегел жаттығуын жасауға болады. Теннис тобы бар, теннис тобы. Осы топты 2 бұттың арасына қойып, сағат тілмен айналдырып упражнение жасау керек. Ол не істейді? Бұлшықеттерінің жақсы жұмыс істеуін алып келеді. Кәдімгі приседанияның өзі де түсініктірек қойып айтыңызшы. Қай жерге қою керек нақты? Мына тікшек пен жұмыртқаның арасындағы таспен екі ортаға ректалдың ортасында бұлшықет бар. Сол бұлшықеттің тұсында қуасты без бар. Осы жердің қан айналым жасаратын болса, бұлшықеттің барлығы қатаяды. Қатайған кезде бұл жыныс мүшеге қанды жасалып барады. Осы арқылы еркектің күш қуаты арта бастайды. Мысалы, атқа отырды да, ата бабамыз. Аттың үстінде де мысалы таққаман қысып отырады ғой. Постоянно напрягать етіп отырады. Ат чапқан сайын, желген сайын, адам таққым қысқан сайын бұлшықет жұмыс істейді. Бұлшықет жұмыс істейді, не істейді? Мүшеге қан айдайды. Қанның жүруін жақсартады. Атқа отырып келген еркектің көрсең, эрекциясы жақсарып келеді да, ой, бұл күшті болып келдім деп. Неге? Өйткені қанның бәрін аттың үстінде упражнение істеді да ол. Енді ат жоқ қалада жүрген. Сол себепті не істейді? Үй жағдайында жаңағы қазір аттық тек қана байлар біледі. Атты байлар біледі, әрине. Мынау доп дейміз, теннис тобы бар, мысалы, велосипед дейміз. Приседаниясы, отыр, қозғалыс. Енді залға барып жүретін болсаң, аяқ бұлшықеттерін, бұт бұлшықеттерін жасайтын арнайы құрылғылар бар. Сонымен жұмыс жаса. Енді тіпті ол залға бармайтын болсаң, жағдайында отырып тұр, приседаниясы, зарядка жаса күнделікті. Мынау отырған кездегі мына бұлшықеттің жиру, құйрықты қысып жіберудің өзі де кегел упражнениесінің бір тәсіл болып саналады. Ол үйде қарапайым түрде жасалатын әдістер. Бұл кегел жаттығу. Жаңа айтып өткен тақырыбымыз жыныстық қатынас кезінде екінші жыныстық қатынасқа түсе алмай бос болады, болмаса жатып қалады деп жатыр. Бұл жерде еркектің жыныс мүшесінің қозу үшін қан тамырдан, яғни артериядан қан жыныс мүшеге барған кезде
артқа кететін венаның окклюзиясы, яғни қысылуы болу керек. Яғни вена окклюзионный механизм дұрыс жұмыс істейтін болса, қанды біраз уақыт ұстап тұрады. Өкінішке орай, осы қан бірінші жыныс қатынасқа кетіп қалғаннан кейін қайта толмайды. Приток қандай дамайды. Жалпы айтқанда қан тамыр шашып қалады. Қан тамыр шашайды. Одан кейін ұзақ уақыт мысалы восстановление болуы мүмкін еркектерде. Біреуде мысалы жарты сағат, біреуде 15 минут, біреуде 2 сағат, біреуде 1 сағат. Қанның қалай айналуына байланысты жыныстық қатынас екінші контактта болады. Енді әйелдің де мысалы өзінің жаңа еркегіне деген қарым-қатынасының сол төсектегі мысалы былай айтқан кезде қалай айтсақ күйеуін ояту болатын болса, еркегінің қозуы оянуы мүмкін. Ол жерде бір қатып қалған қағида жоқ. 5 минут ояну керек, 10 минут ояну керек. Еркектің бойындағы денсаулығына байланысты. Жаңа әйелдің деп айттыңыз, яғни енді кез келген Ньютон заңы ғой бұл. Егер бір денеге екінші денеге әрекет етпесе, онда бірінші дене тыныштық күйін сақтайды. Енді қалайды, газет оқып жата бермей, әрекет жасау керек ешқашан. Бұл тұста әйел азаматтарда осы мәселелерге қатысты материалдар оқып, мақалалар оқып, яки сол салаға тиісті мамандарға баруы абзал дейсіз ғой. Иә, әрине. Енді әйел кісі бала туғаннан кейін де опущение болады ғой. Олардан мысалы упражнение жасамаса, тренер дейді ғой қазіргі уақытта енді кетіп болып жатыр ғой әйел кісілерде. Интимный тренерлердің де мысалы мынау әйел кісілердің мынау жатырларын көтеруге, мынау маткалерін көтеруге әртүрлі упражнение беріп жатады. Оны жасап әйел кісілер өзінің жаңағы денсаулығын жасап жатады. Ертең опущениенің ертеңгі кесірі қандай? Зәрдің ұстамауына, мынау әртүрлі мынау қынаптың бұзылуына ауытқуына келетін болса, әйел кісінің ағзасы құру мүмкін да. Патология болуы мүмкін. Зәр тоқтамай шығып кетуі мүмкін, күшенсе шығып кетуі мүмкін, жыныс қатынасы шығып кетуі мүмкін. Олардың бойына да стресс келіп келуі мүмкін да. Ал еркектерді балтылмайды ғой. Енді еркектер өз денсаулығын күту керек, өйткені Алла жаратып қойған, еркектің мүшесін сыртқа шығарып қойған да. Әйелдің ішкеріс қойған ғой. Қарашы қандай. Сол сияқты мысалы еркектердің бойындағы күш-қуат әрқашанда неге мына белгілі адамдар спортпен жиі шұғылданып жатады. Мысалы бар ғой актерлар, мысалы Арнольд Шварценеггер бар жаңағы, мынау Ван Даммыз неге залдан шықпай жүреді. Мысалы қазір қартайса да мысалы күш-қуатын әлі де жас көрінеді да. Адам өзінің жаңағы дене бітімін әдемі жас күйін сақтайтын болса, бұл әрқашанда гормонның жоғары деңгейде жүруін алып келеді. Және өзіңіз айтқанда 90 байлардың барлығы содан келеді. Ауру келмейді. Енді кезінде ата-бабаларымызда қазір химия болған жоқ қой. Олар дұрыс тамақтанды ғой. Олар аттың үстіне қозғалып жүрді, қимыл қозғалыста жүрді. Одан кейін ондай ұрпақ алып келді ғой, 80-90 бар қайттан келді. Таза ауада жүрді. Біз қазір отырған көрікте отырған жоқ мысалы. Оның бәрі малдың арасында жүрді, қандай таза ауада жүрді. Осы тұста Алматы қаласының экологиясын мәселесін қозғасақ болады дейсіз. Әрине экологияның қандай газын жұтып жатырмыз мысалы. Оның бәрі біздің денсаулығымызға. Иә, оны тазалаңыздар ауаны. Көп тастайық. Әрқайсымыз бір көп тастап жүрейік, пожалуйста. Түсінікті. Жаңа айтып отырсыз ғой, зәр мәселесі деп. Жартындап дәретханаға жиі баратын аурулар да бар да. Жиі дәретке шығарды, немесе түн бір уақытында дәрет қысады да, жаңағындай нетеді, дәретханаға жүгіртеді дейді. Жаңағы толық шықпай қалған сияқты болады дейді. Яки кішкентай балаларда энуриз деген нәрсе бар, мысалы. Оның себептері қандай? Қараңыздар, енді кішкентай балаларда болатын болса, бұл неврология аурулардың белгісі болуы мүмкін, біріншіден. Өйткені баланың мына жыныс жүйесіндегі әлсіздік біріншіден. Екінші, баланың бойындағы стресс. Балалар мысалы болады ғой, невроз дейді ғой. Тырнағын тиетін балалар болады, мысалы. Ұйқысын қимайды, мысалы, қатты ұйықтайтын балалар болады. Жыныс жүйесін сезбейтін. Ботына сиіп қоятын балалар, мысалы. Енді нормада да, мысалы, кішкентай балалар, ол тосып үйретпесең, 3 жасында ма, 2 жасында бастап, ол рефлекс қалыптаспаса, памперске барады қазір. Ол қалыпты деп қалды, памперске сие береді. Ол шартты рефлекс қалпына келмесе, бала үлкейе келе сол орнатылған рефлекстер қалып кетуі мүмкін да. 10 жасында, 15 жасында сиіп қойып жатады. Оның барына мидың біз үйретпей дағдыланбағанның кесірінен.
Өйткені соны қалыпты деп бала қабылдайтын болса, ол ертеңгі күні энерроз ауруына әкеледі. Ал енді ересектердің арасында зардың жиі шығуы бірінші неге байланысты? Егер ер азаматтардың қанның құрамында қанттың деңгейі жоғарылай бастаса, инсулин жоғарылай бастаса, әрине бұл сұйықтық көп бөледі, бүйрек. Осы арқылы жаңағы қант диабет аурулары пайда болуы мүмкін. Сосын дәретке жиі бару, оған байланысты полиурия болады. Екінші, қуық жолдарының қабынуынан болады. Цистит аурулары, уретрит аурулардың асқынуы, простатит аурулардың асқынуы осы зәрдің толықтай шықпай қалуы, жиі баруына алып келуі мүмкін. Өйткені мына гиперактивный мочевой пузырь дейді. Гиперрефлекторный мочевой пузырь дейді. Өйткені бұл гиперактивный деген қуықтың жылдам жиырылуы, нервке байланысты. Нейрогенді дисфункция дейді, қуықтың нейроген дисфункциясы дейді. Бұл қандай да бір травма алған болса, ұрып алған болуы мүмкін. Қандай да бір қабыну аурулардың кесірінен зәр ол қуыққа толған кезде біздің миымызға мына омыртқа жолдар арқылы сигнал келу керек қой. Сенің қуығың толып тұр, дәретке бару керек деген сигнал керек. Өкінішке орай осы сигнал жиі келуі мүмкін. Қуық лакасы толмаса, информация келсе қайтадан қуықты жеп тастайды. Аз дәретке бару мүмкін. Яғни бұның қуығы гиперактивный деген сөз. Жылдам жиырылады. Толыққанда. Бұл неврологиялық ауруларға байланысты. Енді қуықтың бойында ыстық қап кетеді дейді. Кейбір кісілердің қуық асты безі қабынсын, ол простатит болсын, ол аденома болсын. Без сіңген кезде, без тура қуықтың мойнының астына шыға берсе тұр. Қуық асты безі. Осы без сіңген кезде, ана күшенген кезде дәреттің жартысы қалып кетуі мүмкін да. 3/4 бөлігі ма 4/4 бөлігі қалып кететін болса, ол екі бүйректен қайтадан қуыққа зәр толады ғой. Қайтадан дәрет қуықсыздайды. Қайтадан барады. Аса үлкен кісілер неге жиі барады? Барып келеді, қуық толық шыққан жоқ, босаған жоқ. Ол екінші рет тағы барады. Түнде ұйқысы сөйтіп бұзылады. Ұйқысы бұзылғаннан кейін адамның стрессовый давлениесі пайда болады. Мысалы, жүрек аурулары пайда болуы мүмкін. Ұйқысы дұрыс болмаған еркектің мысалы қандай денсаулығы жақсы болуы мүмкін. Қаны қойылуы мүмкін. Бір түнде бір ұйқыдан ояудың өзі де мысалы, еркек адам үшін енді тәтті ұйқыңды қиып барғанның өзі қиын ғой мысалы. Сағат таңғы 3-те 4-те мысалы дәретке барып келші десе, қимастан барасың ғой, қуығыңды жарылайын деп тұрған кезде барасың. Амал жоқ. Ойлайсың, соны 3 рет барып жатқан адамдар, 4 рет барып жатқан адамдар. Ол не ұйқы болды? Мына гормон бұзылып жатыр ғой, ұйқы гормоны, мелатонин қалай бұзылып жатыр? Түнгі уақытта адам ұйықтау керек қой, бүйрек демалу керек, жүрек тыныс алу керек, асқазан бүйрек жолдары дұрыс жұмыс жасау үшін адам ұйқы керек қой. Біз түнімен тамаққа тойып аламыз кейде. Ет жеп аламыз, суды ішіп аламыз, кола ішіп аламыз да, тәттінің бәрін жеп алғаннан ұйықтаймыз. Одан кейін оның бәрі енді бауыр айтады екен ғой, бауыр мен жей мен қорыта беремін майға, уайымдама. Бүйрек айтады екен, енді мен демалғым келеді деп ше. Жүректі айтады екен, спокойно соққым келеді. Өкінішке орай бүкіл энергиямыз, бізге энергиямыз осы асты таңертең кейін қорытуға кетеді екен ғой. Сосын ұйқыдан тұрамыз, кортизол гормондар жоғарылап, стресс гормондар, ұйқымыз қанбай, басымыз әңгі-тәңгі болып. Неден? Ішкен жеген тағамымызды түнімен асқазан шежіріп жұмыс жасап жатыр да. Ол уақытта демалу тиіс еді. Демалу тиіс еді да, күндіз же тамағыңды. Кешкісін жеңіл желпі тамақ істейді. Неге? Өйткені асқазанды қорыту үшін. Енді сол мәселені өкінішке орай түнгі смендегі балалар бар мысалы, 2-де 3-те тамақ ішетіндер, ұйқысы ауысып кеткен адамдар бар мысалы. Түнгі кешкісінде жүрген. Әрине олардың асқазандарында проблема болуы мүмкін, бауырында проблема болуы мүмкін. Бәрі келесі ретте. Түсінікті. Мынандай жағдаяттарды көріп жатамыз. Тестостерон егіп алып, жаттығу жасайды, немесе егіп алып сол қуатын арттыру қаншалықты дұрыс? Тестостеронды егу кезінде арнайы анализ тапсыру керек болады. Оның әрине плюс-жақтары да бар. Өйткені гормон еккен кезде бұл синтетикалық гормон ғой. Табиғи гормон өзімізде ғой. Табиғи өзіміздің өндіретін тестостерон 95%-ін өндіретін жұмыртқа. 5% өндіретін бүйрек үсті безі. Егер де енді положительный жақтарын айтатын, жағым жақтарын айтатын болсақ, еркек әрине мускулын шығарады, бұлшықеттерін жақсы өсіреді, бұл жаңағы келбетті болады, бұл жаңағы күш қуат береді, арнайы ол гормонның плюс жақтары да. Екінші минус жақтары бар да. Сырттан түсетін гормон егер мөлшерден тыс түсетін болса, біздің мына миымыз ойлауы мүмкін да, гормон жақсы келіп жатыр. Значит, жұмыртқаның жағдайы жақсы.
жұмыртқадан өндіріп жұмыртқа жасап жатыр ғой. Жұмыртқадағы өндіретін гормонды тоқтатайық дейді. Тоқтатайық, сырттан түсе берсін. Түсе берсін. Сол себепті еркектің жұмыртқасы кішірейіп кетуі мүмкін. Ұрық өндіру тоқтап қалуы мүмкін. Сол себепті кейбір спортсмендердің арасында, бәрі емес, жұмыртқалар кішірейіп қалған балалар кездесті маған менің практикамда. Яғни гипогонадизмге ұшырап, жұмыртқаның ұрық өндіруді азайғандықтан еркектің қабілеті төмендеп кететін жағдайлар да бар. Ұрығы процент түсіп кетіп жатады, ұрық жоқ болып жатады, сосын кеудесінен без өсіп кетіп жатады, мысалы онкология аурулар шығады, безінен, қуық асты безінен рак аурулар пайда болу қаупі бар, мысалы енді біреулерде енді показания бойынша. Соған байланысты бұл жерде қатаң тексеріс керек. Одан кейін барып показания болса ғана жасау керек. Өкінішке орай пролактин деген гормондар бар. Алтат гормондары ұйқының бұзылуынан, стресс гормондарының көбеюі ол ертеңгі күні рак ауруларына, мына гипофиздің онкологиясына алып келуі мүмкін да, аденомасына. Себепті олар мына бір жағынан жасарып жатса, екінші жағынан ауру болып жатуы мүмкін да. Жалпы дұрыс нәрсе ме бұл егу деген? Егер де арнайы бәрібір дәрігердің болса, дәрігердің тексеруін өтетін болса, көрсеткіш бойынша ғана егсе болады. Ол енді беталды егудің қажеті жоқ. Білмей егудің қажеті жоқ. Түсінікті. Эндокринный жүйені дұрыстап тексеру керек. Егер де бәрі жақсы болса, жаңағы мәселеге келеміз, қайтадан толық тексеріс кеп, одан кейін кері кетпей, азасында егер бір жері шіріп жататын болса, ол екінші жерін түзеткені не пайдалы? Жақсы. Табиғи жолда гормондар көтерсін. Егер табиғи жолда мүмкін болса, ол гормонды өзі салу керек. Түсінікті. Біздің медицинада мысалы салатын жағдайлар бар, гормон тестерін саламыз. Қай кезде еркектің мысалы түгі өспей қалса, мұрты жоқ, жаңағы жыныс жүйесінде түгі жоқ, гормон жетіспей жатыр. Ол показания бар да салуға. Өйткені менің өз практикамда гормон тағайындаған бала болды. Дауысы қызық сияқты. Шіңгілдеп тұр. Жас үлкен ғой? Иә, 25 келген бала. Сосын жыныс мүшесі түк жоқ. Майда ма? Вообще түк. Жыныс мүшесі жүн жоқ вообще. Құрсын. Иә, жоқ вообще. Жақсы. Сосын оның гормон жетіспейді қарсы қанда. Тестостерон мысалы 0,4-0,5 көрсетіп тұр да. Мынаған гормон керек қой. Гормон салып бастаған кезде ананың дауысы гүрілдеп бастады. Жұмыртқасынан түктер өсіп бастады. Жаңағы ендерінде. Анау өзін эффект сезіне бастады. Оған показания бойынша салынды. Оған керек болды. Медицина жағынан оның ағзасына гормон жетіспейді. Сол мақсатта. Егер гормон жетіспей жататын болса, тексеру өтіп болғаннан кейін, әрине гормон терапияны өте негізі қатаң түрде қадағалап салу керек. Сақтықпен қолданатын нәрсе емес қой. Түсінікті. Өйткені мен өзім көрдім да, жаттығу залына барамын бір. Жігіттермен әңгімелесесің ғой. Ектім, бүйттім, сөйттім дейді. Бірақ агрессия күшейді дейді, басқа дейді, қаттырақ көбірек салмақ көтеретін болдым дейді. Енді күш береді запал дейді. Энергия береді. Денем қатты шығып жатыр дейді, иықтары тез өседі дейді. Оны салғаннан кейін адам қозғалып, тері арқылы, зәр арқылы шығарып тастау керек. Оны сабап жататын нәрсе жоқ. Ол бардың ба, кәдімгідей упорно тренировка жасау керек. Тренировка жасадың ба, сенің тері арқылы, зәр арқылы су ішу керек, уақытында жаңағы қозғалыс жасап отырсаң, сол шығып кету керек. Онда өзінің бір несі бар. Оның кәдімгі тренермен бірге жасау керек. Ол барып салбағаннан, әрине, оны салбағаннан жататын кезде жататын нәрсе жоқ ғой. Ол бүйтіп ішіп алды, мен денем шығып кетті деген нәрсе жоқ. Кәдімгідей оның айналасына тері шығару керек оны. Мынаны энергияны шығару керек. Осы кезде ол гормон жұмыс істей бастайды. Гейнер, протеиндер, түрлі ақуыздар бар ғой, ұнтақ түріндегі. Ол жайында не дейсіз? Ол қаншалықты дұрыс? Протеиндердің ішінде соя болмаса, ол пайдасы бар. Енді оны да креатин дейді. Иә, креатин деп жатыр. Оның енді былай айтқан кезде денсаулыққа бір кері әсері жоқ. Оның да қарау керек. Қазіргі уақытта енді Құдай сақтасын, естуім бойынша кейбір протеиндерді шаштан жасайды дейді. Шаштан қосады дейді. Енді Қытайдан айту бойынша білмеймін, айту бойынша білмеймін. Сондай нелер бар. Енді оларға да көңіл бөлу керек. Өйткені таза протеин болса, оның ешқандай зияндығы жоқ деп ойлаймын. Егер соясы жоғары болатын болса, иә, денсаулыққа әсер етуі мүмкін. Өйткені соя қосылған протеиндерде ер азаматтардың жаңағы потенциясына әсер етіп кетуі мүмкін. Басқа креатин, енді оның бәрі амин қышқылдар болып болса, оның пайдасы болады, зияны жоқ. Оны қолданғанда тұрған ештеңе жоқ. Енді ол мысалы бұлшықеттердің жаңағы демалу үшін қолданады ғой негізі. Амин қышқылдар не үшін? Сүт қышқылдар жиналған кезде бір дәрігерлер айтады, бауырыңды отырып бүйтесің дейді. Енді оны умерен дейді ғой. Бәр нәрсенің өз шегі бар да. Шегімен қолдану керек деп ойлаймын. Тамақты көп жесең құсасың деген. Сол сияқты нәрсе ғой. Ана адамның ми неге сенеді, сол болады ғой. Сол зияны болады десең болады. Болмайды десең болмайды ғой. Мысалы біз ойлаймыз, мынаны ішеміз, маған зиян деп ше. Біз мынаны ішеміз, зиян болады. Енді умерен нәрсені қолдамасақ қой. Зиян ішіне тиіп жатқан жоқ та. Сен неге сенесің, сол болады ғой. Сол сияқты енді бұл жерде бәр нәрсені өзінің шегінде қолданатын болса,
айта алмаймын тиеді түсінікті. Ал белсенді қоспалар дейміз, дәрумендер дейміз, мысалы бөлек кальций сатылады, дәріханада бөлек цинк сатылады, бөлек темір сатылады деген сияқты. Оларды қабылдауда тұрған қандай не бар? Пайда бар ма, зиян бар ма, әлде ол жаңағындай мәселеге алып келмей ме қайтадан? Қараңыз, тестостерон егесін қайтадан шығармай қояды тестостерон. Қараңыз, дәрумендердің құрамында мысалы ол оны да мысалы қадағалау керек та. Не үшін тестостеронды неге цинкті қолданамыз? Цинк біздің ағзамызда микроэлемент бар қанның құрамында. Осы ағзаға жетіспесе, біз цинкті қабылдауымыз керек. Ол еттің бойындағы тестостерон гормонының деңгейін жоғарылауға, жаралардың тез жазылуына, адамның ойлау қабілетін жақсаруына цинк өте жақсы әсер етеді. Селен микроэлемент. Өйткені ауыр металдар шығаруда ол селеннің пайдасы жақсы. Енді әрине сапалы жасалған тексеріс өткен GMP сертификат алған өнім болса, GMP сертификат, ол өнім дұрыс өнім деген сөз да. Енді қазіргі кезде маркетингпен сатылып жатқан дәрумендер бар да, құрамында препараттың дозировкасы аз болуы мүмкін да, эконом жасалынған. Ол үшін енді оның кейбір адамдарға әсері ұзақ болуы мүмкін. Оған да өнімге де қарау керек. Енді қазір көп қой, цинктің түрі бар мысалы. Енді сапалы өнім арзан тұрмайды ғой. Бәрібір не алсаң да, қалай алсаң да, соған қатысты мамандардан ақыл кеңес сұрап. Мысалы, кальцийді де мысалы беталды ішуге болмайды да. Өйткені кальцийдің көп азға түсуі бүйректе тас жинауы мүмкін. Бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Өйткені мысалы, даже біз кішкентай балалардан да қараймыз, мысалы, дәрумен жетіспеушілік беріп жатады, кейбір адамдардың балалардың бүйрегіне тас жинап қалады. Үлкен жүктердің арасында да мысалы. Оған да мысалы дәрумен ішпес бұрын негізі маманға барып кеңес алып артып қоймайды да, ол сенің ертең денсаулығың ғой. Енді денсаулығыңды аямасаң іше бер, оны тұрған ештеңе жоқ. Егер дәрігердің жаңағы кеңесінде мысалы дәрумен жетіспеушілік сені анықтап жатса, қандай да бір болмаса да ішуге беретін болса, қараңыз, ішіңіз. Егер де мысалы сіздің қаныңыздың құрамында қанның үй факторы дұрыс болмайтын болса, ол ертең кері әсер беріп кетуі мүмкін ғой. Өйткені ол шығарған адамның ол анда ауруларды тексеріп бергеннен кейін барып тағайындайды оны. Дәрігерлер тағайындар ғой. Қазір өкінішке орай әйтеуір бәрі ой, мынаны қатасың, мынаны ішсең бүйтесің деп жатады ғой. Менің айтатын кеңесім, мен өзім дәрігер болғандықтан, дәрігерге барыңыздар, көрініңіздер. Керек болса жазып береді. Керек болса кеңес сұраңыздар. Мындай жағдай болып жатыр. Ертең күні сізге қарсы болуы мүмкін да ол. Кейбір дәрімен көтере алмауы мүмкін ағза. Кейбіреу жақсы қабылдауы мүмкін. Енді әркімнің ағзасы әрқалай қабылдайды ғой. Біреуге жақсы әрсе, біреуге құсты. Ана өті қабынып кетті, ойбай мына асқазаным ауырып кетті деп жатады. Өйткені оның асқазан ішек жолдары дұрыс қабылдай алмауы мүмкін. Усвоимость дейді ғой жаңағы, сіңуі. Егер шіріп жатқан іш құрылысың дұрыс болмай жатқан ағзаға дәруменнің де сіңуі дұрыс болмайды ғой. Өтін толып жататын болса. Сен дәрумен ішкеннен өтін қалыпта келіп кетпеуі мүмкін ғой. Сол себепті асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмысы болатын болса, билирубинде жұмыс істейтін болса, мына ішкен дәрумендердің ағзаға дұрыс сіңуі, ол дұрыс пайда келеді. Егер дұрыс сіңбесе, ол зиян әкелуі мүмкін. Жақсы. Олжас мырза, енді біз мына тәуелсіз журналист болғаннан кейін, іс жерде бір тұрақты жұмыс жоқ болғаннан кейін, өзіміздің шеттен кәсібіміз бар. Шағын жарнама болсын. Егер де шетелге шыққыңыз келсе, саяхаттағыңыз келсе, арзан билеттер алғыңыз келсе, арзан турпакеттер алғыңыз келсе, арзан экскурсиялар алғыңыз келсе, бірақ арзан деген ол нашар деген сөз емес. Рахмет, аларыз. Арзан бағада бай саяхаттауды қолданғыңыз келсе, біздің Инстаграмды білесіз. Мына жаққа көрсетіп қоямын, құрметті көрермендер, бізге жазсаңыздар болады. Біз сіздерге міндетті түрде қай елге болса да көмек беруге әзірміз. Рахмет. Енді сіз сұхбатқа келіп отырсыз, біз сізге жақсы жеңілдік жасап бере аламыз. Егер болашақта саяхаттап, ел көрем, жер көрем дейтін болсаңыз. Сұхбатыңыз өте айтқан мәліметтеріңіз көрермен өз бағасын бере жатар деп ойлаймын. Өте мағыналы басып айтқым келеді, әрі мәнді деп айтқым келеді, және пайдалы деп те айтқым келеді. Керемет ақпараттар болды. Жас жігіттер осыдан бір ой түйіп, өзім де біраз ой түйіп отырмын. Көріп отырған ер азаматтарға бір пайдалы болды деп өз басым есептеймін. Енді бәрібір де жігіттер өз бағасын, әділ бағасын береді ғой өзі. Алла разы болсын. Эфирге шақырып бүгін қонақ қылып осы қазақтың жігіттеріне жанашырлық танытып сұхбат алып отқандарыңызға Алла разы болсын. Әрине біз жалғыздық шаңа шықпайды, бірігіп осы қазақ халқына білім беретін болсақ, жол көрсететін болсақ, әрине әр көз ашық әрбір еркек
ер адам өзінің денсаулығына, өзінің ұрпағына дұрыс қарайды, дұрыс бағытқа қарайды деп ойлаймын. Ертең қазағымыздың көбеюіне бір үлесіміз қоссақ, әрине нұр үстіне нұр болады. Бұл өмірге жарып келдік па, Алланың қалауымен жарып кетуіміз керек қой. Сол себепті ұрпағымыздың жарып келуіне жол ашуымыз керек. Рахмет. Келесі шығарылымда жүздескенше, келесі сұхбатымыз қай тұлғамен болғанын қалайсыздар? Төменге пікірге жаза кетіңіздер. Мына сұхбат кімге пайдалы болады деп есептесеңіз, өзіңіздің досыңызға, ағаңызға, ініңізге, бауырларыңызға, жақындарыңызға жібере қойыңыздар. Олар да осы сұхбатты көріп, былайша айтқанда пайдасын алса деген ниет. Келгеніңізге мың алғыс. Ол жерге аман саулықта жолығайық.